aldın mı? Gördüler mi? Hayırlı gün. Тура жолға түстім ұстазым деймін бе? Иә. Болатын болса, мұсылмандар осындай Қараға жабу, Қашыңда қараға. сияқтылды бізде аргумент жоқ қой, өтірік по-любому. айтпайтындай. Өтірік айтпайтын мұсылман жақсы көрем. Аргумент жоқ, жостко өтеді дейсің ба кім, Ерке? Жоқ, Ерке, сіз келіңізші ешкім, Ерке, мен сізді кәдімгідей сөйлей салсаңыз, мен сізді сатқын екеніңізді бетпердеңізді ашып беремін. Ерке, келіңізші. Сізде сонда не ұлтшылдық дейді, туған жері дейді да, туған жері қасірет дейді да, мысалы отан дейді, жер дейді да, ана дейді да, бәрін сен қайда жоқ бір сенің жатырыңа бір таса кіріп кетсе болды, сен бәрін сатып кетесің ба не? Сен кезінде көк тәңірім деп жүрдің да, қазағым деп, ал қазір қайда жоқ арабты қолдап кеттің да, неге? Ана бәріне ана тасаға арқылы ма не? Ерте сенің жатырыңа Будда кіріп кетеді. Ерте христиан кіріп кетеді жүресің ба? Аллаху деп, әлгі Иисус Христос деп. Кім? Ерке? Сен жалапсың ғой, білесің ба? Сен жалапсың, сен сатқынсың. Сен бетіңнен... Ұстаз мен Еркеге орын берейін, кірсін. Жоқ, сөйлей беріңдер, сөйлей беріңдер. Жігіттер сөйлей беріңдер. Бұлардың да ата бабасы мұсылман болған ғой негізі. Бұлар Кімнің? қай жақтан келген қазақтар екен білмей отырмын. Кімнің ата бабасы мұсылман болды? Бауыржанның, Арыстанның, сіздің, бәріңіздің аталарыңыз мұсылман болды ғой кезінде. Астағфирулла, мен ата бабам мұсылман болмаған. Болған жоқ та. Енді ата бабаларым бақсы болған ғой, қайдан олар мұсылманға кіргізеді? Менің апам бақсы болған. Неге? Арыстан қой, арыстан қой. Бақсы болса. Бір нәрсеге жала жабу үшін тілін істеп алғаннан кейін енді бәрі мұсылман қылғызған келді ма? Онда Пакизат, сіз онда қазақ емес, сіз онда анау Чукча ма, Ненец па, Якутия, қалмақтан келдіңіз ба білмейміз. Исі қазақтың бәрі мұсылман емес пе? Мен деген, тұра тұр, кім? Дуча, мен деген бар ғой, бірге мен мұсылманмын бар ғой. Менің әкем бар ғой ма, бауырласқан. Менің шешеммен мақыр алған, бұл бәрі бар ғой қасиетті ислам дінінде. Мен кім әкем екен білмейді, мешітке барып жиналамыз, бәрі мешітке барып жиналамыз, қараңғы неде, бәрі итереді, ұстап алған адамды итереді, тек қана етегін қиып алады. Сол етегінен ғана білеміз, кімді сіккенімізді. Бар ғой, неге ойын мойындамайсың? Қасиетті ислам дінінде бар ғой бәрі, мешітте болып жатыр. Сен не мойындамайсың ба? Дәлдеп берейін ба саған? Дуча, Асанинский, саған сонда азғындық ұнай ма? Маған да ұнайды сонда азғындық, иншалла. Алхамдулиллах. Біріміздің әйеліміз сігейік. Біріміздің әйеліміз сігейік. Неге әйел адам деген екінші сорттағы адам ғой? Ана қазақтар ол, ана шеше дейді. Ана дейді, шеше дейді. Бізде әйел адам деген екінші сортта. Боқтап отқанға қой деп айтуға болады ғой. Ол мұсылман ғой. Оған қалай мені? Қай жерінде боқтап отыр мен? Ол боқтап жатырған жоқ, ол мұсылман өтірік айтып жатырған жоқ. Қазақ емеспін мен. Қазақ емеспін. Мұсылмандар қолдайтын фирма бұларды. Мұсылманда оның айтқаны дұрыс. Все. Онда қолдап отырыңыз. Кім, Дуча, сен не қасиетті Құран кәрімге қарсы шығасың ба? Өзің ойлап қарашы. 33-ші сүре 50-ші аятқа қарсы шығасың ба? Жоқ, бізде қазақта әйел отырған жерде еркек адам боқтамайды негізі. Әдепті болып отыру керек та. Әйел адамды біз екінші сортқа қойып тастағанбыз. Ол кім әйел адам? Ол шайтанмен, итпен, есекпен тең бізге. Онда сен точно қазақ емес екенсің сен онда. Мен мұсылманмын айтып отырмын, мұсылманмын, иншалла. Алхамдулиллах, иман келтірген. Мұсылман садаға кеткір. Жоқ, сен айтып берші, 33-ші аятта, 33-те, 37-те не айттыған айтшы. Қырсығынан бүкіл исламға қаража болған ғой, негіз білесің ғой? Жоқ, жауап бере аласың маған. 33-те, 37-те не айтыған?
Құранды оқыдың ба өзің? Өткен жолы жұма намазында болдым мен. Далада оқыдық қой, Иә. адамның көпшілігі сонда. Нағылдет, Түсінесің бе? нағылдет, сонда өзің ағайындарыңды сіктерді ма? Қасиетті Алланың сөзіне қаршыса әке-шешеңді ұрып соғып өлтіріп тастаңдар деді ма? Дос тұтпа деді ма? Қасиетті Алланың сөзімен 9-шы сүре 23-ші аятпен кім ислам дініне қарсы шығады, дос тұтпа деп айтты ма сендерге сол уағызда? Ей кәпір, Не ғой? 5 уақыт Не ғой? Аллаху Акбар деп. Ой, қандай рахат ислам дінінің көркемдеп жатқанын айтамын да. жоқ, Қуанамын. енді рахат маған да ұнайды. Но, 33-ші сүре 20-ші аятты айтты ма саған? Жоқ, 20-ші аятты айтсыншы маған, 20-ші аятты. Дуча, қолында Құран кәрім бар ма? Қолдарынан келсе осы азан деген затпен қалай күресу керегін қалай ойлайсың? Қолында Құран кәрім бар ма деймін саған сұрақ. Мал ғой. Абсолют қой, абсолют. Ислам Жоқ, мен деген Қазақстанда абсолют та. мен сендермен былай күресейін деп жатырмын бар ғой. Қара, мен саған айтайын, мына мешіттердің алдарына барғанма 10 метрлік усилительный Аллаху Акбар. Ол сөзді бүкіл Қазақстанға айту керек. Мына Алланың құлдары бәрін ұйықтатпау керек, түнде ұйықтатпау керек, күндізде ұйықтатпау керек. Бәрі мешітке келсін. Сен 24 сағат тоқтамайды екен. Дүние жүзінде 24 сағат осы азан шақырып тұрады екен да. Бірақ сендердің құлақтарың керең. Көздерің жаным өтіп кетті. Сұрап отыр ғой сізден. Сізден сұрап отыр. Дұрыс айтасың. Естімей жатыр не дейсің? Нені? Құранды оқыдың ба деп жатыр ғой сізден. Сұрап жатыр ғой. Құранды, өзім керегі жерлерін оқыдым. Толықтай оқып жаттап алған жоқпын да мен. Неге? Қай жерін оқиын айтшы. Бақара сүресі 245-ші аят. Аллаға көркем қарызды кім бар? Пакизат апайдың уровені осы болып тұр ғой. Өйткені мен айтам да, боқтап отқан еркектердің қасында қалай отсыз десем, Қай жерің боқтады? спокойно. Не жаман сөз айтты? Жоқ, не сөз айтты? Қалай жаман сөз? Балалар боқтамаңдар деп айтпаймын. Құл. Мен сияқты арабты құл бол, орысты құл болма. Қазақша сөйле. Құл, біз Алланың сөзін айтып отыр. Сені бар ғой, қасиетті Құран кәрім сені малға тегіп тастаған, білесің ба? Малға көзі жоқ, естімейді, құлағы жоқ, естімейді дейді. 14 ғасыр бойы ислам дінін жоямыз деп жүрді қаншама адамдар. Айтпеш маған. Содан мақал қалған ғой, ит үрет ислам діні әрі қарай өселірет деген. Сен мұсылмансың, айтпеш қай сүре, қай аятта сені малға теңеген. Мен саған бір мақалды айтып жатырмын, қазақтың мақалы. Мал, бір сұрақ қойшы. Қазақ керек емес маған. Ислам діні жүрет. Иса, Дуча, иман деген не? Жауап берші, ихсан деген не? Мұсылман болсын, көрейін. Иман деген не? Оны айтсам не өзгереді, оған жауап берсем, сенің тарапың не өзгереді? Жауап берші екі сұраққа. Әлхамдулилля, мұсылман керек адамға мен иман деген не? Ихсан деген не? Дәрежелері ғой, ол дәрежелері ғой. Мұсылман адамның дәрежелері. Жауап қалай? Жоқ, иман деген не? Иман. Иман деген сенім. Қалай, кімге сенім? Жеті нәрсеге сенім келтіру. Айтшы. Жоқ, оны айтқан мен не өзгереді, сен айтшы. Мұсылман деген дәлелде, ислам деген не, иман деген не? Мен саған дәлелдеуге келгенде, мен қазақ екен дәлелдеуге келдім. Сен қазақ емес. Жаттаватсыңдар ғой. Путиннің құлы дедің ба сен жаңа. Давай, мен сен араб екен дәлелдеп берейін. Құран қай тілде? Құран қай тілде? Жоқ, ол менің дінім ғой. Жоқ, Құран қай тілде? Жауап берші. Жоқ, сен мен қазақ екеніне сенесің ба? Жоқ, мен сенбеймін сен қазақ екен. Неге? Түсіндір онда. Құран қай тілде? Құранның қатысы не бір жерде мен қазақтығым? Құран қай сен мұсылмансың ғой. Шешеңнің амы, кім? Мен саған айтайын, Дуча, шешеңнің амы, мен саған айтайын, шешеңнің амы. Пакизат, мына кісілерге айтыңыз, боқтамасын, ұят болады, қаншама қазақ қарап отырмыз. Қараш, ұстаз, мен бұл мұсылманмын дейді. Тәңіршіліктің келбеті осы ма не?
мұсылманмын мен, мұсылманның келбеті сонда. Алхамдулиллах, мен мұсылманмын, мен жоқ тәңіршіл емес. мұсылман болсаң атеист сен емес, мен мұсылманды мұсылманмын. неге боқтап отырсың сен? Азаматтық эфиріне бар, муслим жоқ эфиріне бар. азаматтың қатысы не? Мұсылманды Сіз мал екеуміздің отыр, әңгімемізге бір-бірімізді тоқтайық, боқтаймыз. жақсы ма? Ол боқтау ол иманнан, Жоқ. иншалла. Алхамдулиллах, бізді қасиетті Алла Тағала 70-тің үстіне бөліп тастаған иншалла, 80-нің үстіне шықтық қазір. Бірімізді жоқ ол боқтаймыз мазажақ әрине. білімің бар Мына екен қазақтар, мына тәңіршілер, мына атеисттер еш уақытта бір-бірін боқтамайды. Ал біз боқтаймыз иншалла. Сен өзің кәпірсің. шаршаған жоқсың ба? Өз өтірігіңнен өзің шаршаған жоқсың ба? Қорқыт, Бауыржан. Баука, енді өзің көрсеттің ғой, исламда бәрі өтірік айта беруге нормально деген. маған айтасыз ба, Пакизат? Сіз есіктен кіре сала өтірікті айттыңыз, сонда исламның Не дедім көркін мен? көрсеттіңіз. Не дедім мен? Тәңіршілікте біреуге өзінің әйелін береді екен деп, ол өзінің исламдікін біреуге жағып жатсын. Жоқ, ол бар ғой, ол бар ғой. Жоқ, исламда бар, тәңіршілікте жоқ. Оны өтірік екенін айтқан кезде, ешқай жерде жазылмаған да. айтып отырсың? Неге өкпелеп отырсың? Саған бетіңе айтып отыр ғой Жоқ, шындық. мен өкпелейтіндей. Исламда бар екені, шындық екенін көрсетті. Өкпеміз Мен қара қазан болды дегендей. Өкпелейтін кіммін мен сізге, Пакизат? А бірақ путешественниктер, экспедиторлардың кітаптарын оқыған мен. Кәпір, доча, мен саған айтайын да, мен мұсылман ретінде айтайын да, қара да, мен әйелдерімді тау осылай салып қойып итерем, бәрін, тау осылай салып қойып итерем. Не сен олардың маған несі жоқ, еркіндігі жоқ. Қалай жатқым келеді, солай жатам, иншалла. Олардың екінші сорттағы адамдар маған кәдімгідей көнеді, міне, тау осылай итерем. Сенің шешеңді, сенің анаңды, сенің мамаңды, айтпақшы сен орыссың ғой, мама деп айтасың ғой да, сен мамаңды тау осылай сіккен ғой, тау осылай, сен пайда болғансың. Сен қырықтан пайда Пакизат, мен айта салайын, 1983 жылы менің анам қайтыс болған. Енді осыдан кейін тұжырымдама өзің жасаңыз. Мен 6 жастайым. Жәләптан туған, талақтан туған, тексіз құл, талақтан туған. Міне мен қазақ болса, осы сөзге тоқтар еді да, қоя салып кешірім сұрау керек еді да, бұл негізі. Сіз енді Мен қазақ емеспін. өтірік айтып жағып отырсың. Шешеңді Мың жерден көрмеген өтірік айтайын, не айтайын, бірақ мен жөнімді айтқан кезде, бауырым кешір дей салуға болады еді да, бірақ қазақылық болмады. Жөніңе мен сен түкіргенің бар. Қасиетті Құран кәрімде 9 сүре 23 аятта айтқан. Ей, мұсылмандар, егер әкелерің, сендердің шешелерің, туыстарың иманнан көрсе, сендерге қарсылықта көрсетсе, оларды дос тұтпаңдар. Олар сендерден қарсы дос тұтсаңдар, сендер олар залымдарсыңдар деген. Сендер қорқаққа барасыңдар, иншалла. Алланың сөзі, міне қара, Алланың сөзі. Жай бірақат қарап отырсаңыз, сіздің уровеніңіз точно осы екен. Еркенікі дұрыс екен да. Сіз әр эфирде Доча, қарашы, Алланың сөзіне қарсы шығасың ба? Доча, Алланың сөзіне қарсы шығасың ба сен? 9 сүре, міне қара. Мен сен сияқты адамдармен сөйлескім келмейді. Мен Пакизатта әлі үмітім бар да, сәпсін бұзылып кетпеген шығар енді. Ол менің арғай адасып кеткен, ол менің аржамда адасып кеткен. Мен имамым ғой, жауап бердің сен, болды, сен одан да жаба сал адасып кеткен. Микрофон жаба сал, болды. Уровенің белгілі болды сен. Рахмет. Пакизат, мына кісіге бір ауыз сөз қойды деп айта алмағаннан кейін сіздің уровеніңізді қалай деп бағалауға болады? Ассалаумағалейкум. Айнаға өкпелеп отырсыз ба? Рахматуллахи Кімге? Исламның айнасына өкпелеп отырсыз ба? Жоқ, менің шешемнің қайтыс болғанын біледі да, бұл жігітке 99 рет айтқам ғой. Бірақ сонда да күнде келіп осы сөзді айта береді да менің шешеме. Сіз бүкіл қазақтың адам басына қалаушылар ақи ол. Сенің шешең мақырдан туған. Тыңдандашы, маған айтайын. Сен шешең мақырдан туған. Мақыр. Жоқ, ол қайдан туса, одан тусын, бірақ ол кісі қайтыс болды. Проституткадан сені тапқан. Сенің шешеңнің жатырынан бәлейінбай мыңдаған ақидың спермасынан сен ғана бір шығып кетіп сен тудың да. Сонда сен өмірі маған... Сен тексіз құлсың.
Талақтан туған өмір тексіз ұсталмайын қол. деп отырсың ба Сен сен? қазақ Мына емессің, сөзің үшін оңбаған жауап иттің бермеймін деп отырсың ба? баласы. Мына сөзің үшін жауап бермеймін деп отырсың ба сонда сен? Заң Жауап Жауап алдында береміз Алла тағаланың алдында. Кім жауап береді? Не береді? демекшісің? Қазақстан Жауап берші. Республикасының Ар жаз заңында. шешен үстінен, ар жаз. Ар жаз. Жоқ, жоқ, Мысалы тәтіш, айтайын, тағы да айтайын, жазып ал. Кім? Дуча. Жазып ал, диктофоныңды қоста, жазып ал. Мысалы айтайын. Сен, Дуча, сенің шешең бар ғой, шешең, анаң бар ғой, анаң. Шеше деп айтайын. Сен шеше дегенде, неге десе сен имандарың айтты, шеше деген сөз, ол шлюха деген сөзді айтты да, сен шешең шлюха да, маған кетіргеме, имандарың айт. Сенің шешең, шлюха шешең, мешіттің алдында тұрып, махыр деп сұрап, сен 40 сідіктен туғансың, талақтан туған, 40 сідіктен туған, сен құлсың, түсінсің ба? Сен қазақ емессің. Дұрыс айтып жатыр ғой, Дуча, енді ата-анаң демалсын деген сөзге келтіріп тұр ғой енді. Сөз. Маған Дуча, ар жаз. Ата-ана демалу керек. Сені арың білсін. Бүкіл қазақ білсін Дуча. сенің кім екеніңді. Сонымен өмір сүре бер Ата-анаңна онда. биік ұстау керек Онда мұсылмандықта. Омар сен де осы категорияға қосылып, сонда Пакизат бар, сен бар, Қорқыт бар. Мына ведущий да соның ар жақ бер жағы шығар, бірақ әлі сөйлеген жоқ. Қоштап отыр Сен ғой бірақ. мұсылмансың ба өзің? Айтшы өзің. Ата-анаң демалып Иә. былай қоя аласың ба? Мұсылмансың ба? Ондай уровень бар қазақтар, мен қазақ деп толығымен атай алмайды Қазақ екенмін. деме, Ренжімеңдер. мұсылман бізде, мұсылман. Осыдан кейін мен сендерге қатты көңілім қалды жігіттер. Түк қалды Жоқ, жоқ Омар. адамгершіліктен. Аузың жапшы, кәпір, сен көңілің, сен сияқты қатындардың, бізде қырғын талақтары бар. Аузың жап, кім? Омар, қарашы сен, мысалы, сен иман келтіресің. Мынау қасиетті Құран Кәрімге шарт қойған екен, мына жылтыр ахи. 9-да 23, ол не? Дос тұта ма? Сонса ешкім ахи. 9-да 23 Өзі қаш шыға ма? Мүміндер дейді, егер әкелерің туыстарың иманнан көрінбейді мынау ұстаз. Не дейді? Иманнан кері. Кері. Иманнан көрі. Қарсылықтар жақсы көрсе, олардың дос тұтпаңдар, иә? Дұрыс па міне? Ал сендерден кім оларды дос тұтса, онда олар залымдар. Дұрыс айтады. Қасиетті Құранның сөздері ғой. Иә, дұрыс қой. Мен де осыған толықтай келісемін да. Өтірік па не? Дуча? Өтірік па? Мен бір нәрсені өтірік қой. Өтірік жазсам, ар жаз мен үстімен. Ар жаз мен үстімен. Дұрыс айтып жатыр. Мен Сен мұсылмансың ба? Мұсылман емессің ба өзің? Мұсылманмын мен, мұсылман. Бопты онда көтіңді қыс Енді қара, бұны сендердің миларың жетпейді да, бұны тәпсірлеп керегінше түсінуге қазақша. Қандай ми керек бұған? Сен оқи алмайсың ба, әріп танымайсың ба, не? Дос тұтсаңдар прямой перевод. Ахи, тұратшы, мен айтайын да, Алла тағала қасиетті Құран Кәрімде айтқан. Алланың сөзін қасиетті Құран Кәрімде сендерге сүлікті үшін, нақты сендерге ұғыну үшін мен нақты жазғанмын деген. Ол айтады, түсінбейсің дейді. Ол Аллаға қарсы келіп тұр, қара. Алла тағала айтқан өзі, мал. Енді қара, мынаны араб тілінен дословный перевод жасай салғанда, бірақ мағынасын түсіндіре алмай тұр да бұл. Общем, мынау бізді алдап отыр ғой. Бұны енді қазақша тәпсірлеп береді саған, тәпсіршілер бар. Мынау енді арабша ма, мынау әріптер. Сен арабша білесің ба? Сен арабша білесің ба, кім? Дуйс. Арабша білесің ба сен? Мен де білмейміз, мынаны аударған адам. Мен білемін, арабша білемін мен. Арабша білемін. Мен арабша оққанмын. Мен жақсы білемін. Арабша сен білесің ба? Білесің ба сен арабша? Лә деген әріп алфавитында нешінші тұр? Лә деген таппа, лә деген саған. Лә деген. Кім? Омар, бұлар сен ұстазыңды мектептің мұғалімге ұстап, мені сынайын кет. Өзің айтшы, ұстазыңға, малдарға. Отыр ғой бізге. Лә деп. Видишь, білмегеннен кейін зачем лезете вообще? Сен біліп тұрсың ба, саған әкеп тұрмын, Дуча. Орысша айту керек па саған, орысша жазып мен бұнымен келісіп тұрмын. Оның келіскенің көтіне тықта, аузыңды жауып, әрмен қарай өте бер енді.
Жоқ, сен маған Ты олаймен закапываешься. сөйлеспей ақ қой, Омар. Ты закапываешься мына жерде. Олай сөйлеспеме мен. Көтіне тығы қолдармен Омар, сөйлесесің саған тағы да айтамын, мен олай сөйлеспеме мен. Ұстап алып, үйінен Көтіне- алып шығам, конкретно. Сол кезде Сосын? сен уже басқаша сөйлейсің да ренжисің сосын. Мұсылмандар осылай, Мақұл, мұсылмандар. ей, сен далбайып Қоя сал. ойламайсың ба? Мүмкін мен сенің Иә. көтіне тығыз жіберетін шығармын. Көтің шыдамайтын іспен қарап араласпа, тұрамын дейсің ба? сондай. Біреулер қарап тұрады дейсің ба Ә? саған? Сен Көтіне қара. тұрады дейді, қарап тұрады дейсің ба? мұсылман. Далбайып. Ам болып кетесің ғой, құл болып кетесің ана жерде. Боқтама, жерде әйел адам отыр, астында бала шаға отыр, боқтама. Мен боқтадым ба, бір ауыз сөз Саған боқтауға болады. Ешкі азайдеват етуге болады да, жекеге кету. Көтке кіру, көтке тығу дегенде. Саған Пакизат боқтауға деген біздің арамызда жас келіншек отыр, қой боқтама деп отырмыз. Доча, Ей, доча, көтінен бір қасиетті сөз Құран шығарып кәрімді жіберу керек еді мойындайсың ба маған. сен? Доча, Алланың сөзін мойындайсың ба? Доча, Алланың сөзін мойындайсың ба деймін. Мойындамайсың да? Қарашаш, қасиетті Құран кәрімде жазып тұр мына, кәпірлерді қайдан тапсаңдар өлтіріңдер деп тұр. Өлтіреміз ба, мұсылмандар? Өлтірейік Машалла, онда. машалла. Бәрін өлтірейік. Онда Қазақстанға шайықта. Машалла. Қайда, әлхамдуллах деп бәрін өлтірейік. Өлтіреміз ба? Машалла. Қалай өлтіреміз? Машалла. Айтшы, сен айтшы, қалай өлтірейік? Дуча деген білетін шығар. Өлтіруді қатырады ғой бұлар. Мал, сендердің ислам діндеріңді біздер көтінен бір тебеміз сендердің, пидараздар. Сенің ислам дініңді бар ғой, Мен отақпастарыңды өткен жұмада болғам қазақтың да, арасына жұма қуып намазында. жібереміз. Ой, қазақтардың, мұсылмандардың көпшілігіне қарап көзім тойды ғой. Ал білесің ба сен, Мешітке біздің сенің сыймадық қой. мұсылмандарында қаншасын біз күнне қазақ қылып Қараш. жатырық, мұсылман емес. Аллаху Қазақ акбар, қылып Аллаху жатырық, акбар деп 5 уақыт намазға шақырды. Арабтың құлы кешеңсізге. Бірде-бір дінде жоқ та ондай. кешеңнің. Абсолют қой, абсолют. Масалла, масалла. Не деп кетті мынау? Алланың құлы. Қараш. Иісі қазір, сендер Арабтардың білмеймін, не құлы. қалмақсыңдар сендер, не болмаса жоңғардың тұқымысыңдар, не болмаса білмеймін, кімсіңдер сендер. Или ақшаға сатылған бір алқашсыңдар ма білмеймін. Енді оны следствие покажет. Каждого из вас тепленьких из постели вытащит. Долбоеб. Следствиемен қорқытпай қой, следствиеда Наша доблестная милиция с вами разберется, с вами. Он и так каждым без из тебя, вас. без твоей заботы разберется. Айналайын. Потихоньку, бір-бірлеп алып шығып. Кім, Соттаватыр күнде күнде. Дуча, ей, кәпір Айта аузын бер. жап. Мен сенің аузын жаппай ақ қойын. Енді тыңда да, өзің қара да. Мысалы, мемлекетте қызмет еткен адамдарға ислам жолын ұстануға болмайды, дұрыс қой да? КНБ ма, полиция ма, акимат ба, сот па, мұғалім ба, ол ешкімге ислам жолын ұстануға болмайды. Егерде ол мұғалім Жұмыс Алла уақытында деп намаз айтып, оқуға болмайды Алланың деп айтсаң, Мұхаммед мен айтса, келісемін. оны жұмыстан шығарып жіберді. Шешең, сізген аузың жапшы, мал, аузың жапшы, мал. Сені жұмыстан Боқтама деп шығарып айтыңызшы, жіберді. Пакизат. Пакизат, боқтама деп айтыңызшы, сіз әйел адамсыз ғой. Сізді сыйлап, мен боқтамай отырмын жер. Қойшы, мұнафик. Мыналар сыйламайды ғой деймін Мен сізді. мұсылманнан, боқтаса мен мұсылманмын. Көптесен ғой Мұсылман айтатын. ретінде боқтап отырмын. Біз мұсылманды сондаймыз. исламның кез келген стриміне кіріңіз, бұл аузын талайына үйренгенбіз уже. Жарайды енді бір ауыз сөз айтуға болатын еді ғой. Мен сізден қымсылып отырмын жер кішкене. Жоқ, сен қарашы енді. Өзінде боқтамақ Оның өзінің болмысы. Мен оны діннен шығармаймын ғой. Мен білетін қазақтың әйелдері, қыздары біреу боқтап отқанда ай қойыңдар деп не болмаса Жаңа ғана айтсың, тәңіршілдер біреуге әркімге тастай береді дегенде. Жаңа ғана тәңіршілдерді онда жамандап бұл отыр еді. тәңіршілдіктің бет бейнесі осы екен ғой. Онда әйелдер Сен мені жамандап отырдың. Көзімнің сыртынан маған жамандап отырсың сен мені. Ал енді исламның айнасын көрген кезде жаның шықты ойбайым, тәңіршісің ғой сен, мыналарда адам қол дейсің. Жақсы, Сен қазақ емессің, сен мұсылмансың. Сенің тәңіршіліктің бір бет бейнесін көрсетіңізші. Сендерде ұлт жоқ.
Я қазақсың, я мұсылмансың. мүмкін тәңіршілік мүмкін қабылдап жаппаңдар, не бол? Жауап ешкім жоқ, бес сен қасиетін интернеттен айтыңызшы. Бес қасиетін Айтайын, мен айтайын. Қасиетті ислам дінін мен айтып берейін ба? Қасиетті ислам дінінде бізде өзіміздің нағашымызды, жиенді, өзіне туған адамдарымыз алады. Қасиетті Құран кәрім, иншалла, Алланың тілі. Сахи хадистер бар. Алланың тілін айтайын. 33-ші сүре жазып алыңдар. 33-ші сүре 20-ші аят, иншалла. Бізге ағай тума туысты алуға рұқсат етіледі, иншалла. Қасиетті Құран кәрім 33-ші сүре 37-ші аят. Өзінің келінді алуға рұқсат етіледі. Сен соны мен алам, маған айт. Мен алдым өзім, сен алмайсың ба не? Тәңіршіліктің 5 қасиетін айт. Мен тәңірші емес, мен мұсылманмын, маған білмеймін. Ол тәңірші академиктен бар. 5 қасиетін айтыңызшы, мен қабылдап кетемін. Исламнан. Мен мұсылманмын. Сен исламнан шығып кетесің ғой. Сосын мен Айтыңыз енді көрейік, кім біледі, может мен көрмей-ақ қой сенде академикке бар деймін онда. Академикқа? Біз мұсылманбыз. Академикқа. Біз мұсылманбыз. Академик сотталып кетті ғой. Академик соттап жүрді ғой. Шығады ертең қайтан сөйлейді. Мен де сотта ертең шығам қайтан сөйлеймін, несі бар? Өлтіріп тастамайсыңдар ғой, айда қой. Сөйлейміз, иншалла. Менің жамағатым қанша көп, менің соттасым басқасы шығады. Алланың сөзіне жабайын деп жатсыңдар ма? Сендер, Аллаға не қарсы келейін деп жатсыңдар ма? Кәпірлер. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде айтқан, мен сендерді сынайын деген, бұл сынайын деген, сендерді имандарыңды қарсылық келтіріп сынайтын жамағат жіберем деген, иншалла. Біз сондаймыз. Ал сен неге арызжасың бізге? Сен неге біздің сағыма сынбайсың? Кәпір. Академикпен сөйлесе алмадым мен. Академикті көтеттік, еп твою мать, академик кәпір бізге, кәпір ол. Академик сені боқтап қуып шықты ғой өткен жолы. Содан бері ол мұсылман емес қой, әрине боқтап қуып шығады. Мен жаққа кіре алмай жүрсің сен. Мен мұсылманмын ғой енді, мұсылманмын. Қуып шығады, ол тәңіршілер ғой, бізді жақтыртпайды. Ішіп алып кірдің эфирға, боқтап қуып жіберді сені, содан бері. Мен мұсылманбыз ғой енді, 67-ші аят қой, 67-ші аят, мұсылманбыз, ол сол. Тәңіршілер бізді жақтыртпайды, ал дейсің енді. Ол солай. Өткен жолы бір кісі кірді ғой, 350 мыңға. Біз ханафит, салафит, лахабитпіз. Біз итпіз. Иттерді. Кім жақсы көреді иттерді? Бұлар, академикке, олар тәңіршілер. Олар қазақтар, олар текті адамдар. Ал біз иттерміз. Әрине мен итті шар жіберді. Мен оған ренжімеймін. Мен ит екенімді мойындаймын. Машалла. Итпін. Ит жүргіш онда бар. Иттермен отыруға да западлы екен. Мұсылман итпін мен. Сен просто айнаға қарап отырсың, сен осы несіне өкпелеп отырсың. Сенің мұсылман исламың айтып отыр ғой. Осылардың бәрі айтып менің тұрған сол. исламым басқаша, мыналардікі что-то тәңіршілікке иіс шығып тұр, боқтай береді. Шешең сізге шақпас. Ислам боқтанбай ма? Сен өзің қалай боқтанасың? Тәңіршіліктен иіс шығып жатыр. Сенің тәңіршілеріңе түкіргенің бар, иншалла. Сіздің тәңіршілігіңізге түкіріп жатыр мыналар. Ал керекпіз. Не істеді мыналар? Аяқ асты. Мұсылманбыз біз. Пакизат, мынау сіздің тәңіршілігіңізге түкіргенім бар деп жатыр. Ал не істейсіз? Қалай шыдап отырсыз? Мұсылмандықта сияқты бәрі маған сенбегендердің бәрі. Жаңа ғана сіз мен тәңіршілмін деп кірген сияқты едіңіз, мыналар түкіріп жатыр. Бір ауыз сөз айтпадыңыз ба? Тәңіршілігіңізді қорғамадыңыз ба? Қасиетті бір-бірімен айқайласып отырсыңдар. Олар қарсы келмейді. Егер де мен қасиетті ислам дініне қарсы келсе, оларға түкіргенім бар деп айтып жатырмын. Саған мен түкіргенім бар. Мен саған айтып жатырмын, түкіргенім бар. Сен неге қасиетті Құран кәрімді мойындамайсың, оңбаған иттің баласы. Мен тәңірші емеспін ғой, маған неге түкіресіз? Мен тәңіршімін. Мысалы,
Ал сен маған түкіресің. Мысалы, сен маған түкіресің. Мен де саған түкіремін. Көріп тұрма, сондай. Мен мұсылманмын. Мен тәңіршілігі жыным келеді. Жыным келеді тәңіршілігі. Сен сияқты тәңіршілігі. Өтірік мұсылман болып жүрген адамдарға. Түсінің ба, Дуча, Путиннің құлы. Бар Путиннің сідігін іш, оңбаған иттің баласы. Бүгін 73-ге толып отыр Путин. 7-ші қазан. Оны қайдан білесің сен, оның туған күнде дейін жаттап алыпсың ғой, сен соның ақшасын. Мен деген әлгі Путиннің Фейсбуктың агентімін ғой, мен. Путиннің агентімін ғой. Сондай бір тірлігің бар ау сенің. Иә, Путиннің офицерімен. Сен бір қазақ Путиннің туған күнін білмейді, сен қайдан жаттап алғансың деп қоямын екен. Мен ем ғой, мен ем. Күнде айтасыңдар ғой, мен Фейсбуктың агентісі, Кейнбаның агентісі. Иә, мен агентпін сондай. Мен полковник. Жалақың қанша? Қорқыт. Бір 2 миллион үстінде бар, иншалла бар әйтеуір. Бүкіл тәңіршілерге соншама төлей ма? Бүкіл тәңіршілікке солай төлей ма? Әлде саған ғана ма? Тәңіршіліктерде олай төленбейді, бізде мұсылманда солай. Олар да қалай төлейді екен, білесің ба шет жағасынан? Білмеймін. Тәңіршіліктен арқасында артта қалды да, осындай топастардың арқасында артта қалды да, екінің бірін полковник болды. Нұрлан, сен кімсің? Налды өтсен, мұсылмансың ба? Кімсің сен? Какой саған разница, мен қазақпын. Қазақ болса қазақша сөйле, Путин құл. Мен қазақша, мен саған орысша сөйлеп отырмын ба? Қазақ болса қазақша сөйле. Өз-өзіңді еркін сезініп алыпсың ғой, темақ. Иә, еркін сезінем, иә. Мынау мұсылмандардың эфирі, сондықтан еркін сезінем, не ол? Сендердің, тәңіршілердің эфиріне кіріп, мен еркін сөйлей алмаймын ғой. Бірақ мұсылмандардың эфиріне еркін сөйлеймін, иә, не ол? Сен қатының алдында еркін сөйлеп ал, содан кейін эфирге шықта, қатының алдында сен кімсің, сен мұсылмансың ба, кімсің сен, кәпір? Қасиет ислам діне, қашқа сен кімсің, Нұрлан? Мен айттым ғой, қазақпын деп. Қазақ қайдағы, әлмейсақтан бер сен мұсылмансың, кәпір. Әлемсағыңды сық қойып ме сенің? Малсың сен. Мал сен, топасына, қараңғы. Жауға жау, сөйлеші мұна жаумен, мұна кәпірмен. Нұрлан, сен де мұсылман емессің бе не? Какой разница саған, мен қазақпын дедім ғой. Кәпір адасқан, сен неге Аллаға сенбейсің, неге 5 уақыт намаз оқымайсың сен? Көтіңі тұқ қой, 5 намазыңнан. Намаз оқы. Сен сияқты рақам тұрмай, сен сияқты мен рақам тұрмайым, мен қазақпын. Түсіндің ба? Сен деген ана тозақ жұмақтың рақам 5 мезгіл күніге 5 мезгіл рақам тұрасың. Мен тұрмайым, мен қазақпын. Менің путенім сенің бетіңнен таза. Ой, көтіңді сықтында қол қойын. Үйткөн сен маған дайындайсың ғой көтің тазалап. Бас алға. Мезгіл көтің да сенің. Түсіндің ба? Нұрлан, кәпір, сен қандай қазақсың енді? Қазақ болыңдар, наққы саған дін нақ. Қумаш. Керек қой. Олап бітті қойна. Керек осылай. Аллаға қол керек. Сөйлесіп отыру. Онда да тәңіршісің ғой. Жоқ, мына қарындас жақсы сөйлеп отыр негізі, әдемі сөйлеп отыр да, еркектер бізді құтырып отыр ғой. Пакизат апа, саламатсыз ба? Қайырлы кеш. Саламат. Ойбай, саламатсыз ба? Амандаспын кешіріңіз. Менің Ақжайық деген аккаунтым өше үндемей банға кетіп қалыпты ғой, не қарап жүрсіңдер? Масалла. Жігіттер, жақсы сөйлеп, сендерді айтады ғой, не сабыр жоқ қой сендерде. Прямой кеп, прямой расында. Енді мұсылманбыз ғой біздер. Таза мұсылманбыз. Әні мұсылмандарың ғана. Мен мұсылман, әлім сақтан Алла ауызымызда, жүрегімізде иман бар. Имандай шын деп айтамыз. Дұрыс, иман болу керек. Әр адамның басында иман болу керек. Ол қазақтық айтылған, ол иманды. О, мұсылман екенсіз ғой өзіміз секілді, дұрыс ба? Жоқ, мен мұсылманмын. Несіне ренжейсіз? Мұсылманмын. Абырақта мұсылмандар ауыздарынан боқ шығат, ауыз тамақ шұжын берген ғой, туалет емес қой. Нұрлан братан, бұлар мұсылмандар емес, олар өтірік мұсылманды жамылып отыр, бұлар мұсылман емес. Онда маған 5 уақыт деп атсыз неге? Дінге ешқандай, дінге қатысы жоқ бұның. Дін дұрыс ол, дін дұрыс. Абырақ, анау дін болғаннан кейін
аузыңды жақсылап тұрып нетіп Нұрлан, әр адамға Нұрлан. жақсы сөйлесең Нұрлан, Еңбек аузың жап еткен şey. мұсылмансыз ау. Нұрлан, тұрачы, сен жасың нешеде, Нұрлан? 58-де. Әңгіме жоқ, менің жасым 48-де, 10 жас үлкен екенсің, ағам екенсің да. Сен қасиетті Құран кәрімді оқып көрдіңіз ба? Ол жасқа қарап ақыл бермейді. Ау, Кәпір, қасиетті Құран кәрімді оқып көрдіңіз ба? Нұрлан, бұлар қазақ емес, бұлар мұсылманда. Нұрлан, Құранды оқып көрдіңіз ба? тапқан кітабын нақумаған керек. Сен мұсылмансың да? Аспаннан түсті. Алладан Кәпір, мынау мұсылманмы дейді да, бірақ Құран кәрімді мойындамайды. Мен ақылды мұсылманмын, сендер сияқты надан мұсылман емеспін. Қорқыт. Мен саған айтайын, 33-ші сүре 37-ші аятта нақыл дейді. Алланың сөзі. Маған аятты түсіндірмей-ақ қой. Бүткіл аятын сен полный Құранды оқып шық. Сол кезде есің кіреді сенің. Егер де миың болса. Оқып бәрі оқыстың, есім кірді. Оқыстың. Даже бетін ашпай қалсың. Күнде оқимын мен, Құранды бар ғой. Кім, Нұрлан, сенесің ба? Эфирде отырғанда күнде Құранды оқимын мен. Мен иман келтірген адаммын. Мен саған қазір қай сүрені айтып берші, мен саған бәрін айтып беремін. Сен 33-ші сүрені 20-ші аятты айтып берші. Сен айтып берші. Сен только ана құлақтан тепкендерді тыңдағансың. Имамдарды, ұстаздарың ғой анау. Жоқ, Құран кәрімді сен мойындайсың ба? Құран кәрімді мойындайсың ба? Осындай мұсылмандарда бар екен ау, Кәпір, көрдің ба? Мойындамайды Құранды. Логический адам ойлайтын болса, оны адам ойлап тапқан. 700 Құран болған кезінде. 700 Құран. Арапша оқыңдар, арапша. Ассалаумағалейкум, Арыстан, ақи. Арыстан, ақи, Мен бұлардыңше кім? Мынау жігіттер, ортада отқан жігіттер аттарын білмеймін. Бірақ та бұлай логический мимен ойлап қараш. Тоқташы, кәпір. Сасық. Қорқып. Жылтыр модерлі. Қазақты, текті қазақтың басын айналдырып, өзінің су жоқ. Анаяқта су жоқ. Анау, неде өзің ойласы, Сахарада су жоқ әкең алсын. Саған келеттігі қалай дәрет алуды не деді, короче. Олар таспен, құммен көтін сүртіп жүрген ғой. Су жоқ. Шуға су жоқ. Арабтар, біздің сахабалар үйретті көт шығуды. Ой, сахаба деген әкең алсын, ол ойдан табылған сказка. Текті деп неге сөйлейсіз? Иманды деп сөйлесеңізші. Текті деген қазақша сөз ғой, арабша. Жоқ, текті ғой, қазақта иманды деп атыңыз. Бұларда сіз тәңіршісіз ба? Кімсіз өзіңіз? Шатастырып жібердіңіз ғой. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен ешқандай жатпаймын. Мен, короче, зерттегім де келмейді. Кімнің кім екенін біліп қойғам, давно ше. Біреудің көтіне еріп, бабуйдердің артына ерген адам енді білмейм енді. Не деген историяны... Рахмет айт, рахмет. Біздер дұғамен мына жердің тыныштығын бәрін ойлап отырық қазір. Мұхаңа ризамын, Мұхаңа сенің ризамын. Не деген шустряк. Жетім, бір адам, не бір президент Вашингтон, жаңағы, не деген мықты президенттер тура Мұхаммедтей боламады да, Мұхаммеддің әкең алсын десегенде. Мен мойындаймын Мұхаммед. 9 жастағы Айшаны сықылдатқан ғой. Иә, бас деп тұр ғойна. Еще үңгірі болады да, қаны аяқтан келтек қояды да, мұна аяқта топыстыр отыр әкең алсын. Қой, ей. Нұрлан, енді қазақ жоқ деген тәңіршілік қой. Жоқ, сен жасың нешеде? Нұрлан, сен жасың нешеде? 58-де. Кәпір, Мен құдасым екенсіз онда. Мен кәпір болам ба? Ол қызықтырмайды. Мәселе адам мен. 9 жаста қызды алмайсың, қатын қылып. Есің дұрыс па сенің 9 жасар, өзің ойлаш, 9 жасар қыз деген, түк білмейтін, аны кукламай өретін нәресте қол. Сунна ғой, сунна, пророка.
суынаңды көтіне тығып ана пророктың көтіне анау алла тағала көтіне тығып қойсын әкең ауыз мынау кәпір бұл тіл тигізіп отыр біздің екі дүниенің сандарына. Кәпір. Естіп отырмын, мына мені кәпір деп отқан анау 53 таған ғой ананы мен 58-де ар жағында 5-ақ жас қой әкесінің ауыз сұғайын 9 жасар қызың маған берші. Сен бірінші иманға келді, намаз оқы. Иманға келем әкең ауыз сұғайын, иманға келейін. Садақа бер, ана мектепке бар. 9 жасар қызың маған. Береміз, дымай қайы жоқ. Бірақ та менде адамгершілік бар да, сен қанша әкеңе соғын ерексіп барсан да мен қызыңа өз қызындай қараймын да, мен оған жоламаймын. Мен ақымақ емес. Мұхаммед сау алдап айдайын деп тұрсың ба? Ау. Айтап. Ауызға берейін тұр ғой шешеңді сызғайын жайлап. Көтен сығып ауызға беріп сайын тұр ғой өтірік алдап. Машаллах, иншаллах деп оңбаған педофил. Педофил ғой таза. Педофил әкең ауыз таза. Мен содан әкең ауыз жаңа діннен неге шықтым мен бұл алдында мешітке баратын жұма намаз анау мынау. Сен дінде шығып кеттің ба, кәпір? Сен дінде шығып кеттің ба? Кәпір, сен мұсылман емессің ғой. Кәпір, мұсылмандар эфирде отыр, қараңдар. Мұсылмандар, Құдай сақтасын. Өзі айтып отыр, қараңдар. Сендері әдемлеп, әсемдеп айтпаңдар. Мұсылман деп, топастардан Құдай сақтасын десе, анау неге қараңғы, неге кіріп кеткен топастардан Нұрлан, давай адамша сөйлесекші. Давай. Не себептен шықтың сен біздің қасиетті исламнан? Көті қышуғам жүр ме? Не себеп болды сен шығуыңа біздің қасиетті исламнан? Мені шығарған деген Ысқақ деген жігіт бар. Өтті ақылда. Дұрыс ракам тұрған жоқсын ба деймін? Кәпір ол, кәпір, Ысқақ кәпір ол. Ысқақ кәпір ғой құрсын. Дұрыс тұрған жоқсын ба деймін? Сендер әрбір жерде тышып тастаған боқсыңдар да анау ақылдылармен айдаған жоқ па? Отырып алып ол әкесі зерттеп жүрген адам анау бүткіл сенің анау нелеріңді жаңағы салт дәстүрді кім Нұрлан? Нұрлан, тыңдашы сонда сен не? Ана, сен қайдағы жүрген кәпір Ысқақ шыққаннан беріне қазақтар не адасып жүрген ба не? Қасиетті сондай кәпір артық. Сен мана топас наданнан көрі кәпір артық та. Өз жерде дін решать етпейді. Адамның адам сен де топас болып тұрсың о да, сені оятқан Ысқақ болып тұр о да, о кәпір, оң алдына дейін Ысқақтың тыңдамағанда сен топас болып тұрсың о да, кәпір, сояқ о да, ата-бабаның бәрін кәпірге себеп тұрсың о да, кәпір. Нұрлан, неше жыл болдың қасиетті ислам жолында? Дафиға ғой. Дафиға деген неше енді айтшыш? Короче, осы 90 емес. Короче, өмір сүрдік қой от души. Мақта. Меккеге бардың ба? Тасжалауға Меккеге бардың ба? Тегін барсына. Мен одан қайта ауылға барсында. Арапты сатып та. Арапты сатып қазір қазақ болдың да сен сатқынсың бар ғой. Біздің қасиетті сахабаларды сатып кеттің оңбаған. Сенің баратын сенің негізі басың істейм әкең алсын кен келесің. Мына мұртат жасау керек мына мұртатына. Арабыңды әкең сасы ғана будуинді маған айтпай-ақ қой нақ. Будуин емес, шейх болса да әкең алсын ол жүре берсін. Әркімнің өзінің тағдыры ғой. Бірақ та әкең олса мен арабтарды көрсем әкең қояншың бұзылыр. Татауы жек көріп кеткем. Сонда біздерді ертең жек көресің ғой, біздер ана қатын көйлекпен жатсақ. Толбойский вопрос қойсыңдар әкеңіз. Толбойский вопрос қойсыңдар. Сүннет орындаймыз ғой. Жоқ, сендер жүре берсеңдер.
мен датам анау қазір қорқам да, мынау не деген әкеңіз, не деген кекелестер кіріп кеткен ей. Көп екен ғой, көп. Анау 90% әкеңіз кіріп кеткен. Неге ше? Сол Құран оқымаған, танымайды, не оқып жатырған, не үшін жүрген. Оны до конца оқыса мейлі ғой. Ана әкеңіз оқытпайды олар. До конца. Иә. Анау мені тыңда. Анау нетсе еще бүйтеді. Анау арабша сен анау нен оқыған дұрыс емес дейді. Сонда анау Алтайдың неткені жаңағы ол да мықты біледі ғой арабшаны. Мен мысалы жазамайым, нетпеймін, переводтай да, анау мықты арабты білет. Сонда анау айтқан оныкі сені жаңылыстырады олар ше. Жоқ, сен оны түсінбейсің, сен арабша, ол деген арабта, деген бәленбай мағына береді деп тұрып қаншеді ғой. Барлық әріпінде сауап бар ғой енді, арабша әріптердің бәрінде сауап бар. Қантыспеше. Бөтен ханым, саламатсыз ба? Амансыздар ма? Бір минутқа енді рұқсат. Нұреке, мың алғыс. Пакизат, амансың ба жаным? Жағдайың қалай? Шүкір жермен өзіңіз қалайсыз? Жақсы жаным, жақсы. Нұреке, мың алғыс. Енді қазір ғана мына осы сіздерге қарата кіріп келе жатқан кезде мен бір Дагестанның, мен кім екенін соны қарамаппын, мен сіздерге кіріп кеттім. Сондағы бір, енді бір статусы бар адам. Сол айтып отыр. Маған мынау слишком арабизацияға өтіп кеткенің маған қажет жоқ менің еліме дейді. Менің фанатизм ғой. Қазір Нұреке, менің өзімнің әдемі орамалым бар, маған біреудің орамалының керегі жоқ. Менің өзімнің елімнің мәдениеті бар, біреудің мәдениеті маған керек емес деген. Міне. Қандай керемет. Ата бабаңа рахмет. Осында қыз туған. Өте дұрыс аға, өте осында орынсыз сөйлесең не деген керемет. Аузын жап сен, Нұрлан кәпір. Тоқтай тұр жаным, қазір жауғашты ма? Енді қараңызшы, шындығында да мынау арабизацияға өтіп кеткенімізден бірімізге біріміз қазір жау болып жатырмыз. Жаңағы Дуча деген төменде отырып алып, осы жанын салып тұрып, арабтың елін қорғап отыр да, араб өздерін-өздері қорғап алатын жағдайда біз әлі жағдайымыз жете алмай, әлгі неме еді, әзер дегенде бірдеңені қолымызға тиді ма тимеді ма отқан алтынмен апталып күміспен күптеліп отырған араб сенен оны ұрап алатындай, және әр ұлт өзінің жағдайын жасабасын. Сосын жаңағы мына жерде кәпірміз, мына жігіттер енді бағандан бері Нұреке сізге былай деп айтып отыр ғой, мен түсініп отырмын, бұл жігіттер негізінен келгенде қазақи жігіттер, бірақ жаны ашығаннан, жаны күйіп отырғаннан қазір сол образға кіріп отыр. Қазір мынау 73 па 74-ке бөлініп алған арабтан келген бізге сасық тіршілік қазақтың ішіне ірткі салып отыр. Құл мен құл айтысқан дүние, 73 құл бір-бірімен айтысып отыр. Сол құлдың нәрсесі бізге әсер етіп отыр таза қазақи тіршілікке. Еркін адамдар мені, еркін. Еркін, енді тәңір деп отырмыз ғой, тәңір дегеніміз не? Бұл намысты қазақ, ұятты қазақ, арлы қазақ. Осы қазақтың ортасына келіп ірткіні салып отқан осы арабизация. Әйтпесе қазақтар бұған дейін өмір сүрдік қой, өліп қалған жоқпыз, қаншама ғасырлар тарихымыз бар, әдет ғұрпымыз бар. Ешкімге бергісіз әдет ғұрпым бар, ешкімге бергісіз менің киімім бар. Қандай керемет менің киімім, қандай тарихым бар менің, қандай цивилизациядан өткен қазағым. Қазір ырдың жырдыңға өтіп отырмыз. Біз өсудің орнына өшіп баратырмыз жігіттер. Сондықтан жаңағы ойланыңыздар біріңізге біріңіз. Міне жаңа Дуча деген ойбай академигің сенің түрмеде ғой деп. Ай, сорлы қазақты кім апарып тықты? Біріңді бірің апарып заявление жасап, ана қыздардың бәріне, әйелдердің басын көтеріп еді, соған осы топастанған арабизацияның тіршілігімен барып үстінен арыз жазды.
басқа жақтан келген жоқ, бір араб келген жоқ, бір орыс жазған жоқ. Еще соны мақтан тұтып, ана Арман Байділді айтып, Арман Байжігіт айтып отыр. Мен 6-7 сотқа қатыстым. Мен содан кереметтей мен опыт жинап алдым деп. Не деген сорлық бұл? Не деген сорлыққа жеттік біз өзімізді өзіміз соншалықты жағдайға жеткізетіндей. Атаң да, анаң да сенің қазақ еді ғой, қазақ. Арабтар, олар мақырдан туған. Мақырдан туған. Апа, Бурти апа, қайырлы түн, кім бұл Бурти апа? Олар мақырдан туған, тексіз құлдар, бұлар мақырдан тұрған, бауырласудан туған. Апа, бұлар қазақ емес, бұлар мақырдан туған. Мақырдан. Оның шешелерінің аналарының астында 2000-даған әлгі ұрық жатыр. Соң ішінен бір туған, өз ұлтын білмейді олар, апа. Олар сондай, тексіздер. Нағыз тексіз болып кеттік қой қазақтар. Ертең күні мына еліңді, жеріңді жақсы болды. Әркім тулақ сияқты тартып алып кетеді, өйткені іштен шыққан жау жаман. Сондықтан қазақтар ойланыңдар, менің айтатыным сол. Жүрегің ауырады сендердің сөйлеп отқан сөздеріңе. Арабтанып бара жатсыңдар ғой. Болды, басқа бастарыңмен тіптен қазір кір десе кіріп кетуге осы қазір дайын тұрсыңдар. Не болды? Соншалықты. Сол жаным, басқа ештеңе айтпаймын. Кәпір деген сөзді қойыңдар. Кәпір, қазақ кәпір емес ешқашанда. Және менің еліме келген кірме дін, ол мені кәпір жасай алмайды. Мен текті қазақ. Қазақ кәпір. Қазақ кәпір. Бурти апа, Олар үшін болса да өзіміз үшін тектіміз. Қазақ кәпір. Бурти апа, қазақты кәпір деп мен кім бұл Бурти апа, мен қазақты кәпір деп айта аламын. Қазақтардың бәрі кәпір. Мына 90% мына мешітке баратындардың бәрі кәпір. 90% кәпір. Қазақтардың бәрі кәпір. Қазақтарды кәпір деп айту қой депсің ба? Жоқ, мен қазақтарды кәпір деп айтуымен қоймайым. Иншалла. Кәпір ма? Кәпір деп айту керек. Құран кәрімді мойындамайды. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде айтқан, егерде Алланың бір нүктесіне қарсыса, олар кәпір деген. Бәрі кәпір ғой, кім? Бурти апа, сен кәпірлерді қалай кәпір емес деп айтпа деп отырсың маған, Бурти апа? Бурти апа? Білмеймін, жігіттер. Енді мен айтарымды айттым. Бурти апа, сізге үлкен алғыс. Не ғой? Жүректі ауыртатын дүние. Көп келмеңіз, апа, жүрегіңізді ауыртып аласыз. Өйткені қаттылау айтамыз. Осы елдің... Немереңіз Бурти болып жүр. Немереңіз сіздің, мен өз немереңіз сіздің атыңыз ұстап жүр, Бурти болып. Жаным, сол тоқтай тұршы. Білем сенің жаным, Бөртенің атынан қойған. Енді қазақ ояныңдаршы, болмайды мұна тіршілікпенен. Сендер оятып атсыңдар, бұлай болмайды. Ертең күні мұна елдің жалауын ұстайтын сендерсіңдер ғой. Басқа ел келіп ұстаса, ол жалау басқа жалау болады. Анау көк аспандарыңменен ұстап тұрған жалауларың ертең жерге түсіп кететін болса, сенің арабың да, егер күн туатын болса біз ғой шығатын. Ешкім сендерге маңдайыңнан кеп сипаламайды, қайтаға ой жақсы болды ғой, мыналардың жерлерін алайыншы, қандай керемет жерде тұрған қазақ ет, мынау рахат болды ғой бұлар. Қандай табиғат керемет, қайдағы бір мекке деп соған барып табынатындарға мен таң қалам. Алла қаласа бәрін шөл дала қыламыз, Алла қаласа, Алланың қалам бөгел жерде түйелер жүреді, Алла қаласа. Жұмаққа қаласа қазақтың жеріне, бүкіл жеріне бейіш саламыз. Бүкіл жеріне қазақтың жеріне медресе саламыз. Медресе саламыз. Қазақтың бәрін құлламыз. Бүкіл қазақтың бәрін құлламыз. Құлшыл өтетін, арабқа құлшыл өтетін бәрін құлламыз, иншаллах. Альхамдулиллах, қазақтың бәрін құлламыз, иншалла. Қазақтың тілін қорқамыз. Орысша сөйлейтін, арабша сөйлейтін қазақ ұлтын сондай мәңгүрт ұлт қыламыз. Альхамдулиллах, такбир, такбир, такбир. Такбир, тапқыр. Мына кең ауызсыз емес, мына мұсылман емес, мына таза не ғой, тәңірші ғой, бөзім сияқты тәңірші. Солай ғой. Мына проект
аурудың жақсы жоқ, дәрінің тәттісі жоқ деген бар ғой. Олар Жанына енді біздің рахмет дәріміз. Тым жақсы құлдар кіріп жатыр еді мынау. Кімнің адам екенін мына сөзінен біліп отырмын ғой. Бұлар енді біздің еміміз, дәріміз сондай. Ана тупойдан көрі. Ана тупойдан көп кәпірлер кіріп еді, өткені біздер түр бермей мұсылман болып отыр ек. Көп кәпірлер келді. Атеисттің да бәрін түр бермей отырдық ше. Мынау ұстаз екеуміз. Қазір мынау болмайды, құлдар осыдан кірмейді енді. Үлкен кісілер. Мен күннен туған баламын, жарқыраймын жанамын, күнге ғана бағынам, өзім күнмін, өзім от, сөзім қызық, сөзімде от, өзіме өзім табынам, жерде жалғыз тәңір бар, оттан басқа тәңір жоқ дейді, иншалла, иншалла, Алланың сөзі. Алла. Ай, маладес, ризам. Бас алға. Дұрыс. Алғыс. Молодец, аха. Несі, өйстіп, уды шығару керек қой елден. Итақта неге ұруға бөлінеміз ғой? Бізді жік қып бана құртпақшы ғой. Короче. Бірақ мен қазақ емеспін. Бірақ мен қазақ емеспін. Мен қазақ емеспін. Қазақ деп ойлап қалмаңдар мен. Мен фотоң ғой, мен фотоң ғой. Сен қазақсың. Өйткені қазақ сөйлеп отырсың. Дұрыс болды енді. Жаңа не ғой, кейде жастар адасып жүреді да, олар не істеп жүргендерін білмейді. Сіздер жүрдіңіз ғой, 90-шы жылдан бастап жүрдіңіздер. Анау адамның анау дикциясы дейді ғой, дикциясы анау сөйлеген сөзінен қандай адам екен білінеді да, сіз өте көркем, сұлу адам екеніңізді мен қарамай-ақ біліп отырмын да. Өте көркем адамсыз. Қой. Нұрлан. Апамызға құда түсін біліп отырсың ба? Ятай, Алладан қорқыңдар, Алладан. Сендер уже қорқытып біткесіңдер уже. Уже қорқытып кеткенбіз біз. Алланы былай деп қиқайт еттіңдер, былай деп қиқайт еттіңдер. Алланың арқасында жүрдіңдер. Алладан қорқ, ей, Нұрлан, Алладан қорқ. Алладан қорқ, намаз оқы, иншалла. Алла тағала біліп сізге бәрін кешіреді. Мен рақам тұрған емеспін, тұрмайым да. Мен құл емеспін, Алланың да құл емеспін, ешкім құл емеспін, құл болған емеспін. Мен қазақпын таза. Қазақша сөйлейсің ба, сен үйінде, сенің ғана бала шағаң саған ал деп айтады. Бапа дей ма? Бапа? Папа дей ма? Не дей ма? Ол менің балам ғой. Орыстың құлы, крепостной холоп. Сен де құлсың, мен де арабтың құлымын, сен де орыстың құлысың. Мойында тек қана. Сен де доча сына дейсің, папа, мама деп әлі жүрсің. Екі сөзің бір орысша, бір жерге істесең, есікті ашсаң, бір жерге кірсең, бісміллә деп кіресің да. Сен де құлсың ғой, құлсың сен, құл. Мені ата дейді. Құлсың сен. Біріншіден ата дейді мені. Ата дейді. Мен баламнан өскендер мен ата дейді. Түсіндің ба? Балаңыз қалай сені ата дейді? Әке дейді. Әке, біреу есік соқтыр, кіргізші. Кім бар кіргізетін, кіргізейін ба? Есік соқтыр біреу, кіргізші. Бәрін кіргіз, поқы ол бізге. Айтады ғой, мұсылмандардың эфирі поқы ол бізге. Ергіп отқан бір өзіндер ғой, чөтады. Әңгімелерін қарағанша, қазаққа бір кішкене бір не келтіре ма деген оймен. Қазағың сен бар, қазағыңа мен біздер түкіргеніміз бар қазаққа. Ислам жолын айтамыз. Ислам, тап-таза ислам жолын. Аллаху акбар. Мынау таза жол, ислам жол, таза жол. Айтып отқандар ғой, провокация ұрып отыр. Негізінде таза қазақтар осылар ма деп ойлаймын. Өтірік істеп отыр. Барда аржас, маған алайсың бар, кет еп твою мать. Кім? Темірші, қош келдің.
енді өтірік айтпайтын мұсылман дұрыс қой, өтірік айтып жақын жерден қанжар сұққаннан гөрі. Солай емес пе? Пакизат апа, орысты құл болмасаңыз, қазақша сөйлеңіз қазір. Онда сізге ары кетіп қалуы мүмкін. Қазақша сөйлеңіз. Иә. Кім келді? Біреу келді деп едіңіз ғой. Кіре алмай. Енді бәрін шошытып тастадың. Нұрлан кәпір. Нұрлан кәпір. Нұрлан? Микрофон ашылмайды. Жоқ, микрофон ашық тұр оның. Жоқ, жабық тұр микрофон. Жабық тұр ма? Кәпір ғой, кәпірлер. Мына Аллаға қарсы шығады оңбағандар. Мұсылманның дейді да, мына Масқұр Жүсіп айтқан, біздің атамыз айтқан, өзі мұсылман болған дейді. Мәшқұр Жүсіп айтқан. Ұлтырақтан әр неден жинаған, өзің ойлаш, какой-то баб, менің миыма кірмейтін. Мынандай табиғатты көрмеген, өзің ойлаш, сахарада жүрді, түйесін бағып әкең алсы келеттағы мынандай тауы бар, тасы бар, Қазақстанға келетті әңгіме айтады ғой. Не деген табиғат, сен жан-жақты Көкшетау бәрін арла. Сол кезде білесің, неге бар, жаңағы Арабияға бар. О жақта Дубай. Ең керемет жерлері ғой енді. Оның несін өзін алып қарасаң, әкең ауысығын, мұнайды мықты пайдаланды 67 жылдан бастап, 67, өзің ойласа 67 жылдан бастап пайдаланып, еще қандай дәреже жетті, біздікі жаңында жемқорлықпен әкең ауысығын құрытты, марқұм кетті. Оларда түк шықпайды, түк құмнан не шығады? Магнит, магнит қана шығады олардың. Болды. Магнит кімге керек? Любой жерде бар ол. Мұнай шықты, мұнаймен көркейді, әңгіме жоқ. Бірақ, мұқаларыңа ризамын. Мұқаларың бар ғой, негізінде таза алаяқтың номер 1 болғандай. Айтқан, деген қылған ғой, короче. Енді қара, неше ғасыр өтіп, соған табынып жүрген марқұмдарға ризам мен. Ой, кәпір, мынау сенбейді, мынау деген адасқан мынау. Адасқан. Кім адасып жүрген? Көрсей? Қасиетті исламда бірде бір қате жоқ, бірде бір қате жоқ. Қай жер қасиетті, сен миың бар ма өзің? Үтір нүктесінде қате жоқ сәпсем. Басыңда сәл бар, ми бар ма негізі? Сәл бар, кішкене ғана. 2 мидан тұрады, білесің ме? Ауызы білет, нағылды отсын, жекеге өтпе. Мен сен жекеңе менсе танымаймын да. Маска киіп отсын ғой. Енді қасиетті исламға неге сенбей тұрсың сен? Неге сенім керек? Енді Алла деген айтқан жоқ па? Намаз оқыңдар, садақа беріңдер деп. Ол айтып отыр саған. Мен үшін ракам тұр дейді да, ракам 5 рет ракам тұрасың. Күніге 5 рет. Таңнан бастап, кешке шейін. Машалла деп қойса. Масалла. Машалла 5 рет ракам тұрны. Молодец. 5 рет маған аз болып қалады. Мен өзім 7 рет тұрам көбіне. Ой, біләт, дейзесегін ғой. Жоқ, сен кім, Нұрлан, сен неге біздіңге мұсылмандарға неге қарсысың? Біз саған бір нәрсе істедік па, не істедік? Біз өзіміздің мұсылмандық ата бабамыздың кеткен дәстүрлі мұсылманды ұстап кетіп қой. Сен неге қарсысың бізге? Дәстүрлі мұсылман ғой бізде. Өйткені миың жоқ, біреудің миымен
жұмыс істеп жатсың, сен зомбисің. Сонда сен қара да, мына бізді дәстүрлі ислам дейтін Абу Ханифа масқабы, сонда біздің миларымызды улап, басқа затпен улап жатыр ма? Абу Ханифаң бар, анау бар. Бес па, ол қызықтырмайды. Ол 73 қазір даттикке көбейіп кеткен. Одан да әрқайсысы өзіне дін тартады да, айтады ғой анау, баяғың келсе дін ойлап тап дейді да. Кәпір, сонда сен ана біздің бас муфтиді әлгі Такуш деп айтыпсың ба? Такуш деп, біздің бас муфтиді. Жоқ, бас муфти сен Такуш деп ойлап тұрсың ба сонда не? Муфти, арам тамақ, анау муфтиіңді артыңа тық қоя екен алсын, ол. Арам тамақ дейсің да? Қай жерде мен сен тамағыңды жебін? Арам тамақ демеймін, айтты. Мен жегенім адал тамақ. Мен уағыз айтам. Мен деген жұртты намазға шақырам. Бәрі маған пікір садақа бер. Сонымен жанұямен асырап жатыр. Мен тіліммен, иншалла, Алланың сөзімен мен бала шағымды асырап. Сен мен арам тамақ дейсің. Олай иншалла. Нұрлан, біздің ұстазға, асыл біздің ұстазымызға тіл тигізбе. Ой, мынау қандай ұстаз әкең аузын сүй. Мен лучше бар ғой, теріс қарап оқыған мартық қой әкеңсі, тақта қарамай ше. Ұстаз, ала түкірген, қақырған нелеріңіз, суларыңыз тұрма, бір кісілер сұрап жатыр еді ғой. Жинап қойдым, бәрін жинап қойдым, иншалла. Бәрін жинап қойдым. Хадис бойынша ғой. Мынаған Нұрланның да үстіне шашу көргет, оған да ішкізу көргет, иншалла. Иманға келсін, сахи хадистерді көрсетіп, бұл адасып жүр. Тура жолда білмей жүр ол. Адасып жүр, адасып. Yok, твоема, сенде ма араласқанша адасқан мартық қой. Анау жол таппай адасқан мартта, анау ешқандай түк жоқ та, карабкация деген, не ішетін тамағым жоқ, ішетін суым жоқ. Сөйтіп жаңағыдай адасқан мартта сендермен жүргеннен көрді. Аштан өлген мартта. Меккеге апарайын сені, Меккеге. 500 мың теңге ақша жина, бірге апарайын. Сосын адасасың анда. 5 тиынға істемеген еді ғой. 5 тиыннан лучше адасып өлген мартта. Ертең ана Алланың алдына барғанда, ана қара тас саған куәлік қылмай қалады. Сосын жүресің өртеніп постоянно. Сендер бет перделерің ғой. Алла да қойған. Аны жұмақты сатып атсыңдар, анан бейтіп атсыңдар, анан сөйтіп атсыңдар да. Йопта, сендер наоборот кәпір таза. Мен білмеймін. Адасқан. Лучше адасқан март. Адасқан март. Адасып жүре берейінші әкесің ауызсыз. Лучше сендерге қосылғанша адасып жүрген март. Қорқасың да Алланың тура жолынан, ана қарашта осылар ғой, жұмақты сатып біздің қасиетті дінді әлгі мазақ қылып атқан осылар, сосын барып келіп алып, мұсылманбыз дейді, бізге қарсы келеді. Көріпсіңдер ма? Олар кәпірлер, тозақтықтар ғой. Бана мұсылманмын дедің ғой сен, Нұрлан. Мен лучше бар ғой, тозақта жаңа Эйнштейн, жаңағы бүткіл жаңа аудит шығарған жаңағы басшылық бәрімен араласқан мартта олардың бастары істейді ғой. Кәпірлердің арасында сөйлескен мартық қой. Кем сендерден көрші. Ана топас Мұхаммедтердің ортасында қанша одан айта мен әкет. Не деген? Нұрлан, сен мықты адасқансың бар ғой. Қайда кеттің қазағым? Біткен қойшы, біткен. Кім мен? Әлмисақтан бері мұсылман болған. Қайда бітті? Біз қазір Нұрсұлтан Назарбаевты, міне біздер
қазір қазақтың рухын тұрғызып жатырық. Міне бізді мына орыстар мешітте құртты, мешіт салып жатырық, не істеп жатырық. Біздің рухымыз көбейіп жатыр, арабша сөйлеп жатыр, субханалла, альхамдулиллах деп көбейтіп жатырық арабтың сөзін, бәрін көбейтіп жатырық. Сен не, қарсы шығып жатсың ба не соған не? Алланың үйін көбейтіп жатырық, медресе көбейтіп жатырық, жамағатты көбейтіп жатырық, Алланың құлдарын көбейтіп жатырық. Сен неге қарсы шығасың соған? Бұл далбояптарға жесіген, бізде Қазақстанда жер көп та. Bir жерге жетсін 70 мың әкең алсын мешіт салып, осыларды әкең сояққа жіберу керек қой. Жетсін, өздерінше тұрсын. Онда сендер қазақтар біздің дұғамыздың арқасында сендер тыныш өмір сүріп отырсыңдар ғой қазір. Басы, сен дұғаң. Дұға. Анау ризамнан кеңкелескеше анау негізінде бас демейтін кеңкелес болған негізі. Сол соншама адам топас қылған ғой. Ёппай қойды дедім да соған ше. Кімді айтып отырсың? Пайғамбарың әкең аузын сөй. Екі дейін сардар деп айтты. Кәпір, екі дейін сардар деп айтты. Ол негізі ақылды. Мен оған мойын иемді. Датта оны негізінде анау бас істемейтін кеңкелес болған негізі анау. Ол сау адам әкеңіз қатыннан кетіп үңгірге тыңылама. Не үйінде жатып әкең, спальнийде жатып әкең, спальнийде келеді ғой, келетін. Дұрыс па? Ол бараттақ айдалы бір үңгірге барып тығылады. Үңгірге тығылған жоқ қой, Нұрлан, ол деген уақи күтті ғой, уақи. Іші күйіп отыр ғой, өзі судай түспегесін. Іші күйіп отыр ғой, іші күйіп отыр. Ол уақи күтті ғой Алладан. Түрі урод, түрі ұнамайды, әйел адам оған ұнамайды. Ал біздің екі дүние сардар өте әп-әдемі болады. Ал сен, оған еркек адамдар ғашық болған, білесің ба? Еркек адамдар. Ана кеңкелес бір не барды анау? Жетісіге кемпір де ғашық болмайды ғой, білесің ба? Сен түрің урод, албаста. Құры бар. Еще Пакизат апаны айналдырғысы келеді еще. Сол айтан, 28-дегі апамызды өзіміздің. Оның несі керіп қойған уже? Сен келгін кет, кәпір. Байқадың ба, мана әуретіңіз сұлу екен, әуретіңе қарап, сіздің сұлу екеніңізді байқап отырмын деп. Айналдырып отыр мені қызғандырып апамды. Естіп отыр бақи, естіп отыр. Бұлар де сондай ғой, ана 9 жастағы қыздар, 6 жастағы қыздарды ұнамаса, бұлар де тек қана 70-тен кетеді бар ғой, 70, ана 65-тен қарай төмен кетеді бұлар, солай, иншалла. Солай. Көріпсің ба, Пакизат апа 58-ден тек қана соны айналдырып кетті ғой. Біз оны апа деп өзіміз қасиет тұтамыз ғой. Негізі Пакизат аризамна жаңа кенші сөйледі ғой. Әліңгі де айналдырып отыр, айналдырып отыр, жақсы айналдырсын, тыңдайық. Айта айналдыра бер, Пакизат апай бек қояды кесін. Онке келіп қойған, Клинкс келіп қойған оған, Клинкс. Өтпейді сен сөзің, далбайып. Причем здесь Клинкс, кеңкелес, не оның түрінде көрген жоғым, не затында көрген, нетінде көрген жоғым. Кәпір. Сендерге похуй. 9 жастағы қыздарды итеріп жүрген адамдарға кемпір не тұрыпты? Тасақ тұрса болды ғой сендерге. Сендер әкең алсын, ұйықтасаңдаршы әкең алсын. Кеңкелес. Мойындашы істейді ғой. Не сөйлеп, жігіттер, дұрыс қой, анау... Жігіт еме, ақи де, біз жігіт емес, біз қазақ емес, бізге ақи деп айт, ақи. Біз араппыз. Арап болуға тырысамыз біз. Арап. Ахей деп сөйлейміз. Ухти деп айтамыз біз. Ухти. Сестра деп айтамыз. Сестра. Қазақтың сөзі жоқ бізде. Харам. Халал деп айтамыз. Кәпір. Араптың боғын жеп сідігін ішеміз керек болса. Әрине. Жау жаман дейді ғой. Мұна кейін olsun кеңкелестер.
қандай ана туды сендер дәкең аусын кеңкелестер топостар. Мен талақтан тудым мен, талақтан тудым, қырықсыздықтан тудым, мен талақтан тудым, мен мақырдан тұрдым, мен шешем деген мешіттің алдында тұрып, мақыр сұраған ғой, мақыр сұраған, содан туғанмын ғой мен, иншалла, альхамдулилля, қырықсыздықтан туғанмын мен, мойындаймын, я, мен Қыдырды айт, мен қырықсыздықтан туғанмын, мен мұсылманмын, альхамдулилля, қырықсыздықтан туғанмын, шешемді көргенмін, талай әкем оны бауырластырған, көргенмін, ол сахих хадис, я, қарсы шықпаймын, я, істеймін онда, мен исламға қарсы шықпаймын, ол сахих хадис. Ұстаз, сақалыңыздан сүйдім, сақалыңыздан. Аяғымнан сүй, аяғымнан. Аяғымнан. Айналайын, анау әрбір қазағым жалғызым дейді ғой, аман болыңдар. Кәпір, қазаң сайын сен қазанға сүйгенім бар мен, сен қазаң керек ет маған мұсылмандар керек, иншалла, альхамдулилля, мұсылмандар керек маған. Өзің ұлтын сататын, өзің тілін сататын, өзінің бүкіл әкесіне демал деп айтатын. Мана ақи алдында көрсетті ғой, өзің мұсылман екен, әкесін сауап өлтіріп тастады да, міне Жамбылда өзің шешесін мұсылман Абу Ханифа біздің мазхабтағы, иншалла, 40 жастағы шешесін бұтын керіп, өзінің шыққан жерінен, асыл жерінен, оны машаллах қыл жерді, көрдісің ба, мұсылмандар, машаллах, қасиетті ислам діні, міне. Керемет Өтірік па не, Нұрлан? Мен миымды қатырдыңдар ғой сен бейіптің албайыптырына. Ал сен не, өзің ағайындарыңа не, тасаң тұрмай ма не, нағашы, жиын, қарындастарыңа әлгі тойға барасың, қонаққа барасың, садаққа барасың, сонда ағайындар жиналады, сонда сен жиын, нағашы, ағаңның қыздарына не, тасаң тұрмай ма не? Ух, бля, мына өсіп келатыр, мынаны қатын қылып алайын деген, онда ойың жоқ па сенің не? Қасиетті Құран Кәрім, 33-ші сүре, 20-ші аятта бізге ислам рұқсат беріп қойған, ол Алланың сөзі. Бізді жаратқан ие, бізге рұқсат еткен. Сен оған қарсы келесің бе? Мен сен пайғамбарың емессің, әркімге бір қойдан тұратын шешесі, әркім тесік тағатындайын ақ. Сен келесі әкелген өйін. Қанша айтпайын десің де айтқызасың ғой. Сендер қазақтар адасып жүрсе қайдағы жетеді, өзің ойлап көр, қайдағы жетеді? Қайда жетеді? Ёпты, мына кейін керес, мен қазір жынды қылатын шығар. Жетатын. Сен өзің жұмысын. Ешекбас, мұсылманға кел, мешітке бар, садақаңды бер, иманға кел. Қасиетті Құран Кәрімді мойында болды. Саған дым айтпаймын, болды. Кім? Ақи өзің сөйлесің. Бір тиында бермеймін. Одан қайта шешісіген ағайын жұртыма берген жақсы ма? Ағайыныма. Сіз сонда ана жұмақ, тозақты ойламайсың ба? Жасың келіп қалды ғой. Ертең ана өмірге кетуі мүмкінсің. Алланың алдына. Көтіңе тұқпыш шешісіген жұмақына. Мен өзім таңдаймын, қаяққа баратынына. Ертең сен қайтыс болсан, арабша нені оқымай ма Құранды? Өлгеннен білмеймін, кім не оқытатын? Сен екімізді мұнафиқсың ғана. Мұнафиқ болам ба, сен басқа болам ба? Сендер неміне біле екен, осы кен кересте өңкей топпаса жиныл бағасындар ма? Мен де ризам, өзіме ризам шесі. Осындай топпасаң арасына кіріп кетенше. Жаназамды тәңіршілер шығарады десеш, тәңіршілікте қазақшылықта жаназа болады. Исламда жаназа жоқ деп айтты. Тәуірсіз сияқты да, мына еркек анау басы бар әкең аусын, анау айтады ғой, анау шашы ұзын қысқа, анау шашы ұзын ақыл қысқа қатын дейді да, мына жерде әкең еркектер әкең аусын, сондай тұр ғой, кеңкелес бастар істей ма, істемей ма, топас таза.
кәпір. Кәпір болған артық әкең алсын. Сен сияқты мұсылманнан көрсіз. Кәпір деп қояды. Жақсы, ана қызыңызды айналдырыңызшы, не айтасың ал, не айтасың, қазір қарайық сізде. Молодец. Сөзі өте нәзік, өте көркем. Аха. Сөзіне қарап, түріне қарап білуге болады да. Путин айта бер, молодец айта бер, молодец. Мейірім. Бұл жерде мейірім ғой, адамды ең несін нететін мейірім, әдемі сөзбен, әдемі любой нәрсені анау жылы сөйлесең, жылан үннен шығады деп бекер айтпаған қазақша. Әдемі көркем сөзі бар. Анау сөзде болады ғой бір. Ихедна күліп, ха-ха-ха, хи-хи-хи, анау. Ей, не бір анау кеңкелестердің арасына кіресің ғой, анау. Бетперде жинап алғанша анау. Ол, мен өзім ойлаймын анау, уродтар кетін кем бол, көзі әдемі, бірақ та түрде мұрны мынандай әкең алсын, кеңкелестер кетін әдемі, чөткі ойлап тапқан негізі. Ата кәген соң түрін көрсететін адам, түрін көрсетеді ғой. Олар жауып қояды да, түрінше, анау. Ашсы түрінде, кәпір. Былай, аға, былай жасайық, құрдасыз ғой. Мына қазақшылықта қазақ болғаннан кейін қазақпын деп айтасың. Айта берсін. Адасқан болсын, олар үшін бәрі кәпір болсын. Тұрмайды, есі де келмейді бұларға. Бұларға қазақтың есі де келмейді. Бұларға анау пайғамбардың ойбай айды екке жанып тастады. Саусағынан жесін, не анау жаңа су. Алла. Не заманның анау. Қазіргі заманның адам ғой, бензина тегін болар еді, анау егер тірі болса, осы уақытқа нақ өліп қалды ол. Бензин шығады ғой, су шыққан жерде бензин де шығады. Мұнай да шығады, бәрі де шығады, саусағының арасынан бәлем бай адамды. Алланың қалауы ғой бәрі, білесің ба? Біздің мұғжиза пайғамбарымыз бар. Саусағынан су шығарған, білесің ба? Кәпір, саусағынан су шығарған біздің мұғжиза пайғамбарымыз. Альхамдулиллах деп анасының жатырынан шыққан. Ал сен кімсің оның қасында? Сен кімсің? Сен туғанды білмейді, кәпір. Не үріп өтсің бұл жерде? Біздің мұсылман апамызды кішкене өзіңнің кәпірлік нәрсеңе апарып өтсін. Үгіттеме мен апамды. Мен әкең алсын, кесең мен саған Прага шығарып беріңді, Прага пиво ше. Ол кеңкелес анау су ғана шығарған екен ғой. Мен саған Прага шығарып берем әкең алсын. Мен де ал пайғамбардың әкең алсын қойын. Ең керемет менмін. Нема сен манағы керемет болсын, өзіңнен жиен нағашы немере қарындастарыңды аласың ба? Сіздің артыңызда. Ой, онда керемет емес сен. Жиен. Басқа қойшы, жиен қарындас. Мен пайғамбар емеспін ғой, далбайып. Нұрлан, бізде қазақта бар. Ақсүйек деген сөз бар да, ақсүйек. Ақсүйекті кім айтады, өзің білесің да? Біз ақсүйектер, иншалла, альхамдулиллах, біз Құран-ы ханитпен жүреміз. Құранмен жүреміз. Құран-ы ханитпен жүреміз бізде. Ол қара қазақ дейді, оны білесің ба? Қара қазақ. Сен кімсің? Ақсүйексің ба не? Сен ақсүйексің ба не? Ақсүйектің әкең алсын, оның жанында садақа сұрамаймын. Бір-біріңді аласың ба? Ау? Ақсүйектер бір-бірін алады ғой. Біз ақсүйектер бір-бірімізді аламыз. Алхамдулиллах, қасиетті Құран кәрімде 33-ші сүремен, сурамен 20-ші аятта бәрін қолданамыз. Сен қолданамысың ба солай? Мен ақсүйекпін. Сен ақсүйексің ба не, қазақ? Өстіп жүріңдер әкең алсын. Аят, саят. Мал. Сен малсың, ондай айтпа онда. Сені бар ғой, анау, разницаң жоқ, қойданшы, қой, баран. Анау, жатқан кезде, жүнді қырғатын шығар деп, бауыздатын білмейді, жүнді қырғатын шығар деп ойлайды да. Тура сендер сондайсыңдар ғой. Таза.
Малсыңдар да сендер. Алланың тілін дымға түсінбегенсіңдер да Алланы. Құран кәрім саған нақты айтып тұрған жоқ па? Нақты. Көтіңе тық болсын. Нені тығайын? Сияма. Нені тығайын? Нені тығайын? Құран кәріміңді көтіңе тықта. Ол дегенде ішкер жуан болса, әлгі таяқ сияқты болса тығатын, ол ананы қалай тыған, ол кірмейді ғой. Кәдімгідік, соншама әкеңіз ұлық кіргізе моймады. Нұрлан, сен көргенсізсің ғой, көргенсізсің. Нұрлан, сен көргенсізсің ғой. Базокқа сөйлесші, мына кәпірмен. Нұрлан ақи қалайсың? Ассаламу алейкум. Қайырлы түн. Сен не біздің ислам дінге сонша теріс келіп жатсың ғой? Сауадан кіршесін кетердің келістіріп отнашы. Сен не ақ біздің қасиетті дініміз жинал бағасынар ма, немне біле әкеңін алсың, кен келістір. Миларын кетті ғой, әбден әкеңін алсың сұғын. Әлхамдулилла, машалла, біз мұсылманбыз ғой. Көтіңі тұқшына, әлхамдулилланың көтіңі тұқпайды, қазық сөйліш. Әлхамдулилла, несінде білмейсің ғой әкең алсың. Переводында білмейсің әкең. Қайдағы бір сасық бабуын. Білмеймін. Менің бар ғой, намысыма тиетінше, ана бабу ептайын түйе бағып жүрген, анау аяқ кір-кірді. Соған мұна аяқта әкең алсың, аяғына саламандыр тофли кигендер әкең алсың. Соларға бас еген, ай әкең алсың, кен келес топас ешақтар. Ризам сендерге, мақыл, жүріңдір. Сендер сияқтар көп емес қой, неде? Нұреке, сен біз жаңа қасиетті Құранын 16-67-сін қарап отырсың ғой? Сол қасиетіңді көтіңе тұқпай, болды. 16-67-ні қарап отырсың ба, сонда айтшы. Мен цифрды лучше білмек, лучше мен топас болған мартта, әкең olsun, сол цифрдан ше, оны аят, қаят, маят, анаған, ойбай, әкең olsun, оны сен, анау, арабша ғана оқуың керек, соғындыға білуің керек. Тупизм ғой, еп, твоя. Мен ұстазым шашат жібердің ғой деймін, ұстазым уже шашат кетті ғой деймін сенен. Сен қандай қазақсың өзің? Мен текті таза қызық әкең olsun, сендер сияқты топас қызық емес. Алыбан, суан қайсың? Шапыраштым мен. Массалла, массалла, шапырашты. Назарбаев та, Назарбаев, Алланың көлеңкесі да. Назарбаев Алланың көлеңкесі ғой. А сен неге Алланың көлеңкесі ағайны, сен Аллаға қарсы жүрсің? Алланы біздің қасиетті Абу Ханифа мазхабын 1912 қаңтарда 1990 жылы Нұрсұлтан Назарбаев Алланың көлеңкесі әкелді ғой. Сен неге қарсы шығып отырсың Алланың көлеңкесіне? Кәпір соны айтамын. Руың бір, тегің бір. Сен де онда Назарбаевта қалмақ, жоңғар деп айтады ғой. Сен де мүмкін жоңғар оларсың. Қалмақ. Қалмақ. Қалып қойдың ба не? Қалмақ? Жоқ. Қаяқтың қалмақсыз. Жоңғарсың ғой сен. Кім айтсаң шапыраштың бәрі? Біз Қарасай бабамыз, Назарбаевымыз. Қарасай намаз оққан адам ғой. Қарасай батыр намаз оққан адам. Алхамдулиллах деп айтқан адам. Қарасай таза мұсылман ғой. Нұрлан, не дейсің? Қарасай мұсылман болған жоқ. Әшейінде дәлел әкел, ана бір бәлесі дәлел. Мұна кеңкелестерді мынау батыс жақ бар ғой, батыс жақ кіріп кеткен әкең olsun кеңкелестер.
дәлел әкел. Сен батыс жаққа тіл тигізбе. Батыс жақ саған немен ұстап кетсін шама. Короче, мен батыстамын, иә. батыста жұмыс істеген адаммын. Ол сен пайғамбардың қойына қатындарының қорыққанын көрсең, аналарынше қатындарынан. Әрбір үйге кіргенмен. Сондай жұмысым болғанда Біздер ма? әрбір үйге. Батыстың қай жерінде болдың ал айтшы. Неде? Атырауда. Қамысшы, мұнайшы, Жетіқазына, Алмагүл, короче, неге мықты районға таласатынбыз біз. Өз жерде бүкіл батыстың әңгіме етпешейші, батыстың бәрінде болдың, бүйттің, сөйттің деп, бірақ жерінде болған екенсің. Неғып етіп етесің? Сендер, не айтайын, ол кейін, короче, қызық айтып берейін мен саған. Кейіннен кейін айттым ғой, жаңа пойызда келе жатырмыз да, бер қарай. Өз жағымызға кеттік қой енді. Негізінде мен Шымкентте тұрам, атак Тараздікімін ғой. Апай дедім, енді үлкен кемпір болғанда бәрі жүрегі жас қой, мақұл. Неге сонша еркекке, мысалы, бір өзі үшеуге, төртеуге қорқпайды да, жау жүрек мықты. Ал қатындарынан әкең ауысығына бала сияқты басын биттен қайық қылатты, соны сұрадым ғой, неге олай дебем? Балам деді, экология деді, короче. Сұраған келсе, экология деді. Олар неде істейді, вақтада істейді, неде істейді, короче, анаяқ тұрмай қалады деді ғой, короче. Содан кейін әкең қаяққа барады, кім тұрмайтын адам кімге керек? Сол үшін әкең ауысын қатының көтіне кіреді деді. Сен айтпағын, бізде оңтүстікте әйелдерді ұстаймыз, батыста типа әйелдер ұстайды деген әңгімені айтып отырсың ғой енді. Көтіңді қысшы, кейін кеп. Енді соған әкеліп отырсың ғой енді. Мен олай айтқан жоқым ғой. Как ана ес, кімнің айтқан солай айтып беріп отырмын ғой. Мен сұрадым ғой, специально. Неге? Бірақ жау жүрек мықты, бажа жоқ, доқтары мықты, нелері мықты. Неге сонша бәр қатыннан қорқаттаны, үйіне кіреміз ғой біз. Қатыннан қорқпайды, қатын сыйлайды бізде. Сыйламайды. Бірақ ана Мәншүк Маметова деген неде, виллада, жаңа коттеджде болдым. Сол кезде бір неге нағып жүрсін дейді. Короче, осылады. Оның өз бетін қайтарыпты. Абырақта ең мықты сөйлеген. Содан кейін шәугімен жүретін әкең осы нелер ғой, сақалылар. Біз жаңа костюмшыл бар галстукпен жүреміз ғой всегда. Тірлігіміз сондай да, короче. Қара костюм, ақ көйлек, сондаймен жұмыс істейміз. Айтшы сені, голубойлардың киімін киіпті ше, голубойлардың киімін киіп жүрем дейші, голубойлардың. Иә, аха. Голубойлардың киім киіп шешесі. Өзінде голубойсың. Қазақты жамандағанына, еркектерді жамандаған қарағанда, сен тек қана еркектерді жақсы көресің. Еркектер, біздің батыстың еркектері саған қарамай қойғанда, бізді еркектер саған қарамайды да, тек қана. Сен ұрғаш ретінде көрмейді. Провокация мықты екенсің негіз. Әңгіме жоқ. Сен өзің айтыпсың, қайда провокация? Сен өзің айтыпсың. Просто әпшіңді беріп қойған. Сен таза, егер не болатын болсаң бар ғой, таза пидір қатын боларың да. Таза көршімен. Сенің қызың сондай бар, сенің қызың, сенің шешең солай бар, сенің анаң сондай бар, сенің ағайындарың сондай бар, ұрғашылар. Маған өйтіп айтпа. Мен, иншалла, альхамдулиллах, мешітке барып жүрген. Бетің айтайын, таза пидірсің сен. Ішіндегі пидірна. Қазақстанда пидір жоқ. Олай айтпайсың. Сен Қазақстанда пидір жоқ. Мына епті, далбы епнақы, мен тайман ба шешесіген кім нақы, екі деп тұр ғой бір. Гандон отыр ғой. Иә. Таймас мен. Таймас ба? Ой, бләд, жаман иттің атын бір босар қояды деп, сен, бләд, таза сүмелек чортсың ғой. Не досың жоқ, не басқа.
сен қатының өзі қалай саған қарайтынына жеркенетін шығар мына. Менің шейірім бар менің. Шейірім бар, білесің ба? Сорлы сүмелек. Значит, сенен ала бергенсің бе мына? 3 әйелі бар. Ей, шешесі не деген топастарды ақ қоя ғой? Бір топастарды алғанда бұл. Шешесі ей, сенің әлі 40 болады. 40 әйелің болады. Не көп, топас көп. Просто анау өмірге сен насикомсың ғой. Насикомдар да қоя ғой негізі. Шағатына бар, нервің шығарып қолатына бар. Жоқ, Нұреке, енді сен сонымен кім болдың? Мұсылман болдың ба, тәуірші болдың ба? Сігема сенің ақ, мен кім болатынмын? Боқтама осы, мен сен адам сөзсіз отырмын ғой. Ол не әңгіме анау? Мен білмегенді. Сен, Нұрлан, сен өзің ауылың қаяқ? Сен қаяқтың жігітсің өзің? Сен бұқасың ба, білесің ба? Мені көргенде бар ғой, қазір саған қасыңа барайын, сен маған ондай әңгімеңді айтпайсың ғой, білесің ба? Мен саған альхамдулиллах жауап беремін. Сүмелек. Сен кімсің, қаяқты жігітсің өзің? Алдыңа барайын деп әңгімен қаяқты жігітсің сен? Жоқ, қаяқты жігітсің сен? Шудың жігітім. Ал бойып сен сияқты адам керек маған мал бақтыратын ше. Не, анашаны шиіп, анашаны мен кеуіп қалалым ғой сен. Батыстың құдайларын көрмейтсің сен. Батыстың құдайларын көрмейтсің. Ей, тәубаға кел. Ана жігіт ол деген ана Ақтөбенің жігіті, білесің ба? Кезінде пойызды тұрғызып таған Шалқардың жігіті ол, иншалла. Ауғанстанда 1989 жылы батальон әскерге атқанда бәрін қырып жатыр. Өзбекте бәрін қырып жатқанда қазақтың жеріне келгенде мына Ақтөбеде бүкіл мана Ауғанстан жігіттерін бәрін тонаған біздің қазақтың жігіттер, Шалқардың жігіттері, иншалла. Сен сондай ана Ақтөбенің жігіттеріне бір нәрсе айтқың келе ма не? Соғысқа қатысып келген, қырып жойып келген, өлімнен қасында келіп келген. Ей, сен кәпір офицерлер, қолдарында қару жарағы бар. Сондай адамдарды көтін қыстырған Ақтөбенің, қазақтың батыр деген Шалқардың жігіттеріне бірден айтқың келіп тұр ма, кәпір сен? Ей, мен айтпаймын, мен Ақтөбе жігіттерін мен айтпаймын. Сен айтқың келе ма не? Шалқардың жігіті болса бұл жерде отырмайды. Мен барып шешіп берейін. Аға, қарындас, кетіп қаңыз бұлтшы бар ғой. Қарындас дейді ғой. Апа де. Сен келесірім мен сен сонда не, ана Шалқар жігіттеріне бірден әңгіме айтқың келіп тұр ма не? Қазақтың жігіттеріне? Кезінде ауғаның жігіттерін, 200-дің үстіндегі жігіттерді, офицермен қоса орнына қойып тастаған жігіттерді 1989 жылы Тәжікстаннан кетіп, Ауғанстанға кетіп, Тәжікстан шекарасыға Қазақстанның бойымен шекарадан пойызбен өткен жігіттерді пойызын тоқтатып бастап тұрып, кәдімгідей тонаған бүкіл офицерлердің бәрін, бүкіл солдаттардың бәрін не алып батып, бәрін тонап тастаған, иншалла, альхамдулиллах. Мына Ақтөбенің, Шалқардың мықты батыр жігіттеріне әңгіме айтқың келіп тұр ма не? Неге біздің Шалқар тарихта қалады? Сонша аруладың ғой, енді көтің бересіз соған Шалқардың жігітіне. Мен сен сияқты гей емеспін ғой, Әйел адам болса берер еттен, әйел адам болса берер еттен, мен еркекпін. Сен өзің гей болсаң бер, бірақ сені Шалқардың жігіттері сені көтіңде беріп тұрсаң, көтіңе бар ғой, сені айыртығы жібереді да, сен ондай жоқ та. Бізде қазақтың қасиеттерінде сендер сияқты мұсылмандарда бази деген бар ма? Бізде ондай жоқ қазақтарда. Альхамдулиллах, не айтсың кәпір? Мен әкең жаңағы анау Атыраудың жігіттері әйелдерінен қорқады деген соң қате болды сенікі негізі. 100% мен бәрін 100%. Атыраудың жігіттерін шақырып қазір сөзіңе тұра аласың ба, осы сөзіңе? Тұра алам, ақа тұра алам. Еще как тұрам мына. Тұра аласың ба? Тұрам. Қашпайсың ба ешқайда? Ой, пиздес шығарсын мақ, біледі.
ұстаз ұршын шақыршы. шақыр. Қазір Атыраудың жігітін шақырамыз қазір. Сен жанына қатынын қойып қой, жанына қатынын қойып қой. Далбай. Сен өзің ауылға жақ, сен өзің ауылға жақ. Айтшы, ауылға жақ сен. Судан. Судан. Шу? Мал, сен анаша шегіп мен кеуіп кеткен ғой, далбайып. Далбайып, батысқа адам баласы қарсы шыға ма? Батысқа. Ой, бәләт, пиздес. Ал сен батысқа қарсы тұрсың қара. Неге? Сен анау, бәләт анау, болады ғой анау. Жоқ, сен батыстың жігіттерін қатын бас, қатынан қорқады деп ба? Осы сөзге жауап бересің ба сен? Өгіз бақсаң, өгізде көтектер болады да, таза көтексің ғой. Таза көтек шешесіге. Көтек деген не сөз екенін білесің ба сен? Көтек деген? Көтек сенсің ғой нақ, епті өзің білмей қалай нақын жүрсің нақ. Еркек көтен беретін адамда көтек дейді, білесің ба? Сен соған жауап бересің ба сөзіңге? Мен айтқан жоқпын мен саған, дұрыс па? Мен көтек дедім, өзің біліп тұрсың ғой, өзің айтып тұрсың ғой. Нұреге, қай жылғысың? 68-мін. 68. Мен случайно кіріп кеттім, Далбаевтың арасына кірем деп ойлағанда жұмын. Алпысқа келдің да, кәпір. Каждый сөзің ертең спрос болады, білесің бе? Үйтіп сөйлемейсің. Көтіңді, спросыңы, көтің тық қой анау, спросыңды. Столмайын деп ойлайсың ба? Кім? Столмайын деп ойлайсың ба не? Біз мынандай әңгіме айтып жүргенде, анда сен де столмайын деп ойлайсың ба не? Мен саған қазір адрес едім, кешін ақ еп қоймай, Далбайып. Бетін көрсетші, бетінді көрсетші маған. Жігітсің ба, бетін көрсетші. Көрсет алмайсың ба? Бетін көрседің, не басайын нәқті әкейін алысы қойын? Білмейм, башы. Не басам бетін көрінеді? Қасында видеоға кіресің. Қалай істейін соны? Жоқ, кім, Нұрлан, сен неге ана қазақты бөліп отырсың, сен батыстың жігіттері, осындай деп. Батыстың жігіттері, шығыстың жігіттері жақсы, солтүстің жігіттері, бәрі қай жері кем? Бәрінде қотағы бар, бәрінде тілі бар, қолы бар, аяғы бар. Қай жері кем? Батыстың жігіттері. Қатына қорқады дейсің ба не? Сен тыңдадың ба? Басында мен айттым, бір жігітке шестісіген бір өзі дедім. Бір өзі, 4-5 жігітке шығатын жігіттер қатыннан қорқады дедім мен. Дұрыс па? Өзіңді айтпашайшы сен, ешақпас, өзіңді айтпа. Сен шумыларға орғансың. Әскердің өзің шумылғансың, сол шумылардың қасынан жүргенсің. Сенің құлағың көрініп тұр ғой, әкең алсың, кеңкелес. Мына яқтан. Ешақпас, мен қорқақ болсам, менің әйелі мені тиктокқа қыздармен, мынандаймен таңға дейін отырыс қоймайды. Түсінсің ба? Менің үш әйелім ба, бір емес. Сенде бір әйел бар. Менде анда екранның аржағына отырып, Далбайып, мен де айтылам да әңгімен. Бұлай. Ай, әкеңнің ауызын сығайын, ай. Сені еркекке тасаң тұра ма не? Мен әкемді боқтай бердің, сен еркекке тасаң тұра ма? Әкең дейсің, сен еркекке ауызда бересің ба не? Сен еркекке тасаң тұра ма не? Сен гейсің ба не? Сен голубойсың ба не? Орысша айтқанда, кәпір? Далбайып, мен саған геймін. Өзің пидір екеніңді өзің айтыпсың. Әкең мен кім? Ол мен әкем, ол еркек адам. Сен еркекке тасаң тұрып тұр. Сен сонда кімсің? Сен гейсің. Әкең мықты шығар, абырақса сен таза Далбайыпсың. Онда сен айт, әкеңді айтпа. Таймастың аузынан берейін деп айт. Менің әкем айтпа онда. Ал мен де еркекпін, маған тасаң тұрып тұр ма? Таймасқа маған? Онда сен де гейсің. Пидір, сені пидір деп айтады. Сен пидірсің ғой, білесің ба? Сен тасаң тұрып тұр ғой. Пидір адам ғой, сен еппайын пидірдан өткен шескен. Несің ғой ондай? Білмеймін әкең. Тұра тұршы мен сөйлесейін мұнаны. Кім? Біреге? Жақсы, сен еркектенсің, бірақ жаңағыдайың енді қате болды, шын айтам. Қай жерде қате еттім? Үйтіп олай айтпа.
батыстың жігіттері қатындарынан қорқады деген әңгіме мен көзіме көргенді айтып отырмын мына өтірік мал жігіттердің намысына тиіп отқан жоқпын. Намыстар мықты четко айтып отырмын ғой. 5 жігітке тұратын жігіттер қатыннан қорқады дедім. Сен чорттардың қасында жүрген, сен өзің чортсың. Сен өзің чортсың. Чорттардың қасында тек қана чорттар жүреді, сен сияқты. Чорттар. Арқаңа тиді ма, қышыма жеріңе тиді ма? Значит, әкең алсын, сен де басың жігітсің. Тиді. Мойындаймын, тиді. Қазақ екен мойындаттың, иә. Босқа сұрамайым ғой, неге сондай болды деп бостан сұрамайым ғой мен. Сұрадым ғой соны. Мықты жігіттер әкең алсын, анау әкең алсын 5 жігітке тұрып беретін, әкең алсын қатыны неге қорқады деген кез айтты ғой. Мына сондай деді, короче, не? Жаңа олар вахтада істейді деді. Жатады деді, короче, неге режим беріп қояды да жатады. Ішет, жатады. Содан кейін әкең келсе, жұмысқа кіреді. Нетпесе, короче, жұмыс істемейді олар деді. Итке теңіп тастағансың. Бір сөз айтқанда итті шеш, итке теңіп тастағансың да. Батыстың жігіттері өзің қазағыңда, өзің туғаныңда итке теңіп тастағансың да сен. Итке. Итке теңіп тастағансың да. Ақымақ. Сен тыңдасай, 5 жігітке тұрып беретін деген сөздің өзі мықты жігіт қой, кеудесі бар, мықты 5 жігітке 2-ның бірі тұра алмайды, дұрыс па? Мал. Айтыр мал. Малды айнадан көресің. Сен неге менің шешемді естейсің, сен не? Мынауын ұяттен сенікі. Өйткені сені Жоқ, тұра. Сені үлкен кісіге не? Мен үлкен шешем бар, иә? Қазір 88-ге келді. Осы жақында келді, 88-ге. Жоқ, сен неге шешеңді десе сені үлкен кісіге тасаң тұра ма, не? Жас слов кетіп қалды, режиме. Сен манағыдай маған тасағың тұрады ғой, еркекке тасағың тұрады ғой. Әкең тісігейін деп айта берші, еркек тісіге бер. Маған тасағың тұрады ғой, еркекке. Анама қарсы сөйлеме. Отшы бар ғой, өзіңді шешесі, өзің. Бізде, короче, сес слов по-любому кетіп қала береді. Сендер южандардың тілдерін жаман, бля, шешеден боқтайсыңдар. Сол дұрыс емес негізі бар ғой. Негізі ұстайын дейтін ғой, ұстай алмайсың оны. Анау неткен кезде. Жоқ, біздер мысалы қарада, батыстың жігіттері неге шешеден боқтамаймыз. Мысалы қарада, мен сені еш уақытта мына үстінде отырған, мысалы Ақтөбенің жігіті, мен Оралдың жігітімін да, біз еш уақытта сендерді шешеден, әкеден боқтамаймыз. Сендер неге боқтайсыңдар? Пушкин. Сендерде әлгі бір нәрсе бар ма? Тыңдасай, Оральскіде болдың да, Пушкин... Уральскіде болған жоқ сен. Уральский это Ресей. Сен Оралда болдың деп айт. Оралда қазақтың жері. Кәпір. Оралда болдың ғой. Орыстың құлы. Соғыс болса бар ғой, сендерді бар ғой. Тұтқын қалса, мен атып тастайтын едім. Біреуіңді аямай, бәріңді атып тастаймын. Қазақ елін саттыңдар ма, бәріңді атып тастаймын ертең соғыста. Оңбаған иттер. Орал деп не айта алмайсың ма не? Орал деп? Орал. Қазақтың сиқында жоқ, неңде жоқ. Қалай сен қазақ деп әңгіме айтып тұрсың? Қазақи бір нәрсең жоқ. Ебана жизнь. Нағыз қазақ, кіші жүздің баласы, не деп отырсың? Көтіп оқта, сендер сияқты ерігіп отқан жоқ. Давайте. Шал. Немерелеріңді бақ бар. Қорқып кетті ол, қашты. Водка келует, орыс келует, Путин келует, Путин, водка деп қашып жатыр. Орыстан жаман қорқады, көрдің ба? Қазақтан қорқпайды, орыстан жаман қорқады. Орыстың құлы, Путиннің құлы. Путин көтің өтіқта, басыңа орамал. Хиджаб кисейсің ол, Путинді. Салам алейкум. Здравствуйте. С днем рождения Путина, қалай еді, Валерий кім еді аты жөні? Владимирович.
мынадан қалай шығады 70 жасқа толып жатыр иншалла. Водка, альхамдулилlah. Ол мағди ғой, ол мағди. Біздің сопылар деген иншалла оны мағди деп мойындады иншалла. Мағди жасасын. Сколько лет? 73 па? Ой, бля, пайғамбар жасы асып кетті ғой ол. Өтіріп тастау керек оны, оңбағанда. Асып кетті. Нағыз ол. Ят емес пе? Ят емес пе? Нағыз ол. Не тәртіпсіздік, не тәртіпсіздік. Мұсылмандар бар ма? Бар, астында отырады. Мен бір ақыл сұрайын деп едім. Иә, сұрай бер. Кім не? Бұл жерден ақыл сұрамай-ақ қой, кеңкелес. Ой, мен бір әйелмен бір сөйлесіп жүредім, бір ойым бар еді, бір үйленсем ба деген. О, мен темам. Ал, айт. Бірақ енді өткенде мен сол әйелдің бірінші байының баласы бар. Темаңды көтіңе тық, шешең тісіген ешекпас. Темаңды көтіңе тық. Тақырып деп неге айтпайсың? Тақырып. Өзіңнің тілің жоқ па? Мал. Адамның арасына, адамша сөйлеп отқан арасына сен қосылмай-ақ қойшы. Водканы тыңдайшы. Сен қазір қорылысың ба, қаяқта отырсың? Неге сөзімді бөліп жібердіңдер? Айдар, бауырым, бұяққа нетпей-ақ қой, қарамай-ақ қой. Бұяқта өңкей малдар отыр ғой. Мен енді бір әйелмен кездесіп жүрдім, свидание туда-сюда деп үйленетін бір ойым бар еді. Бірақ ол әйелдің баласы бар да, бірінші байынан. Енді өткенде кішкене сол баласын періп қойдым артынан. Енді сол әйелге үйленсем бола ма? Сен универсалсың ғой, саған поқы қойнақ. Жоқ, сол әйелдің баласын періп қойды. Мен сол әйелге үйленсем бола ма? Дұрыс қой, енді әкең алсын, оны хайуан ғана істейді да, ондайды ше. Хайуанның өзі істемейді. Ең мықтысы жылқы ғой. Жылқы өзінің несіне шаппайды. Сен әкең шошқасың. Значит, әкең болады саған, болады. Дұрыс айтасың, болады. Міне, мен беседерге қазір сахих хадисті әкеліп бердім. Міне, сахих хадис бойынша болады, міне. Қараңдар, сахих хадис. Болады үйленуге. Рахмет. Молодец. Не деген кім келісті? Сен мәқі қалай шығады маған питтер. Боқтама. Сен сондайсың, кәпір. Сен сондайсың, кәпір. Кет бар, мұсылман емессің. Оңбаған иттің баласы. Мұсылман деп айтпа. Мұсылман деп айтта өзіңді. Айт, қазақпын деп айт. Біз мұсылмандар, міне. Бізде сахих хадис бар, міне. Бізге болады? Атеистер қазақтың жауы. Атеистерде, тәңіршілерде бәрі де қазақтың жаулары ғой. Бәрі де қазақтың жаулары. Біз тек қана, біз иншалла тура жолда жүрген біз. Қасиетті Құран кәрімде бізде дейді. Күннен туған баламын дейді. Жарқыраймын жанамын дейді. Күнге ғана тамынам, өзім күнмін. Өзім от дейді. Сөзім қысақ, көзімде от дейді. Өзіме өзім табынам. Жерде жалғыз тәңір от дейді. Оттан басқа тәңір жоқ дейді. Иншалла. Міне, біздің Құранымыз. Біздің Құран қари. Отыңа су сепсің өшіп қалады ғой. Чо гонишь, бля. Малдар. Оттан табынған, отты, олар деген шейтан, майтан дейді. Онда оттан, сендер деген онда... Аймас, отты сумен өшіреді ғой, су төксең өшіп қалады ғой отың. Оңбағанда. Қасиетті ислам діні бұл. Қасиетті ислам діні. Қасиетінен айналайын ислам діні. Бізге бәрін рұқсат етіп берген. Кімді алғың келеді? Келініңді ма? Келініңді алғың келе ма? Мысалы қараңдар, кім? Ахилар, мұсылмандар, иншалла, альхамдулиллах. Бізге қасиетті Құран кәрім рұқсат берген. Егер де сендер, мысалы, балдарың болады. Енді сендер білем, сендер енді қартайдыңдар, жастарың 60-қа келді, 70-ге келді, әңгіме жоқ. Бірақ тасақ деген тұрады. Бір ахидіңді алғың келеді, бір уқтишканы.
Енді жайлап келіндерді алуға болады. Ол жөнінде қасиетті Құран кәрімде 33-ші сүре 37-ші аятта рұқсат беріп қойған. Жазып алыңдар. 33-ші сүре 33-ші сүре 37-ші аят бізге рұқсат беріп қойған, иншалла. Альхамдулиллах, Алланың сөзі. Қарсы келесіңдер ма не? Ал сендер бала шағаларыңды бәрін мұсылманға тәрбиелеп жатырмысың дейсіңдер да? Енді қараңдар да, қасиетті Құран кәрім 33-ші сүре 50-ші аятта сендерге бәріңе рұқсат беріп қойған, иншалла. Альхамдулиллах. Қазақтың деп қалай айтасыңдар сендер? Қазақтар деген, олар деген масқара, олар деген кәпірлер ғой, қазақтар деген кәпірлер. Қасиетті Құран кәрімге қарсы шығады. Қалай сендер мұсылман боласыңдар? Қалай қазақ боласыңдар? Мұсылман болыңдар, немесе қазақ болыңдар. Екеу болды, айырмашылығы жоқ, бірі болды. Қазақ болыңдар, немесе мұсылман болыңдар, болды. Қасиетті Құран кәрім айтып тұр, мен бес айтып тұрған. Ахи, айтшы. Дұрыс. Ұстаз, қосылам. Қасиетті Құранда бәрі жазылып тұр ғой. Малдар ғой, малдар. Водка. Білмеймін, ешкім оны шығарған жоқ, өздері қашып кетті ғой. Алланың сөзіне бәрі ашық. Нұрлан да кетіп қалды. Машалла. Кім ахи, менің жайлап қыздарым бар еді, екеуміз бауырласайық. Мен саған қызымды берейін, 6 жастағы қызымды берейін. Давай. Берейін саған. Мынау фотодағы ма? Енді біздің екі дейін сардар ғой. Айша анамыз. Жақсы, алам бұл. Сөз жоқ. Қазақтар деген адасқан ғой, қазақтар деген өздерінің қыздарын бермейді бір-бірімізге. Ол кәпірлер ғой, кәпірлер. Кәпірлер ғой, қазақтар деген кәпірлер. Ислам мұсылманмы дейді, бірақ қасиет исламды мойындамайды. Оңбаған иттер ғой олар. Алланың өздері сөздері деген, иншалла. Оңбаған иттер жыңбет бар ғой. Абай атамыз солай айтып кеткен. Репоспашы, шақырш, Алланың құлдары келсін, Алланың құлдары. Алланың құлдары қазір жоқ, Алланың құлдары дефицит қазір. Кім шақырайды? Алланың құлдарын шақыр, Алланың құлдарын.